тәңіршілдік пен исламның тұтасатын нүктелері мен тұтаспайтын нүктелері. Жаңағыдай біреу Құдай туралы білем десе, ол кішкене қателеседі. Түркі халықтары ұстанған қазақы мұсылманшылықты түркі мұсылманшылығын насихаттау керек. Ла илаха иллаллах, ла илаха иллаллах. Біздің энергиямыз оған жетпей күйіп кетуі мүмкін. Ана дозақ періштелері сен анаған кірмейді екенсің, сен ордың дозақ екен деп алады ана жаққа лақтырып жібереді деген сондай. Бұл жерде жаңағы ислам жаулап алушы жолдары болды, футухаттары, бұл өте қатты болды, қырып жою болды, оны мен жасырмаймын. Имам Бухари, Муслим, Ибн Маджа, Термизи, Абу Дауд, Насаи. Не үшін өзіміздің қазақ жазирасынан шыққан ата бабаларымызды айтпайсыңдар? Не үшін айдаладағы арабты айтасыңдар? Деген орынды сауалдар, орынды ұсыныстар, орынды сыни пікірлер туындайды. Бұл өте орынды. Мен Иракқа соғысқа кетем, маған баталарыңды беріңдер деймін ғой. Өзіміз мұсылмандардың, ислам танушылардың араб мәдениетін ислам мәдениеті ретінде таныстыру керек. Ең үлкен қателік. Туған күйеу балам, ол жігітте жаңа сәләфи ағымына қосылып не керек? Сол терроризм бабы бойынша 18 жылға сотталып кетті. Соның негізінде қазір бізде исламофобия көбейіп жатыр. Мен тәңір ұғымы болғандығын сенім ретінде болғандығын жоққа шығармаймын исламтанушы ретінде. Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Бүгін сіздермен дін талқы бағдарламасының кезекті санын түсіргелі отырмыз. Бүгін бізде ерекше түсірілім. Оң жағымызда исламтанушы, Фейсбукта жаңағы танымал белсенді азамат Қанат Байбосынұлы, қош келдіңіз. Және сол жағымызда осы эфирімізге арнайы келіп отырған танымал блогер, Шуылдақ Шадырман есімімен танылған ағамыз Мұхтар аға, қош келдіңіз. Қош көрдік, қош келдіңіздер. Алғыс үлкен. Енді бүгін бізде ерекше түсірілім деп айтып отырғаным, бүгінгі жаңағы түсірілімдердің осы күнге дейін жасалған түсірілімдерден актуалдылығы әлдеқайда басым болады деп ойлаймын. Неге деген кезде бүгін біз қазір қазақ қоғамында, соның ішінде қазнетте, қазақ тілді интернетте, ғаламторда ең көп талқыланатын тақырыптардың бірін қозғағалы отырмыз. Яғни қазақтың ұлттық діни танымы қандай деген. Нақтырақ айтқан кезде, мысалға, ол ислам діні ма, әлде тәңіршілдік па деген. Неге деген кезде қазір енді көріп жатырмыз, соңғы бірнеше жылдарда әлеуметтік желілерде белсенді осындай талас тартыстарды, тіпті кейде жаңағы бір-бірінің адамдар жеке басына да өтіп бір-біріне тіл тигізіп жатқанына да куә болып отырмыз. Сол себепті біз осы мәселені, осы тақырыпты жаңағы білімді азаматтармен, өз ойын конструктивті түрде жеткізе алатын азаматтармен талқылауға ниеттеніп отырмыз. Ендеше жайғасыңыздар, және де бізді өзіңіздің достарыңызға ұсынуды ұмытпаңыздар. Енді жаңағы бірінші неден бастайтын болсақ, негізгі мәселеден. Енді көріп жатырмыз ғой, бағанағындай түрлі таластар болып жатыр, басқа болып жатыр. Мұхтар аға, өзіңіздің ойыңызды айтып өтсеңіз, қазақ халқының негізгі, нағыз қазақ халқының болмысына, менталитетіне сай келетін, оның шынайы ұлттық дүниетанымы ол қандай? Сұрағыңызға үлкен алғыс. Осында біріншіден сыйлап, осында біздің мына ойымызды, пікірімізді білуге деген өзіңізді бір құлшыныс болып, осы кісілер не айтады екен, елдің бір сұрағын білейікші, пікірін білейікші деген сіздерге үлкен алғыс айтамыз. Сосын кешіріңіз бауырым, есіңіз кім еді? Қанат, мен Мұхтар болады. Негізі Шуылдақ Шадырман атымен белгілімін. Жалпы енді шығып жүргендеймін. Енді сіздің сұрақ әрине есеке төтесінен болып отыр. Яғни қазақтың ұлттық несі, жаңа ұлттық дүниетанымы, жалпы рухани платформасы қайсы деген сұрақта. Ал енді оған ол мынау деп жаңағыдай былай бірнеме мынау деп мынау ұқсатып көрсете салу меніңше кішкене асығыстық болады. Өйткені бұл жерде тараптардың, жекелеген азаматтардың, сосын тарихи мұраларды, басқаларын бәрін есептей келе, қорыта келе, сосын ол шығатын жауап деп ойлаймын, негізінен алғанда да. Ал жалпы енді өздеріңіз білсеңіздер, мен регламент болса айтып отырсаңыздар, өйткені мен көп сөйлеп кеткен кішкене ыңғайсыз болады. Иә, жалпы былай ғой, енді қазақтың ұлттық рухани платформасы, жалпы ол тәңірлік наным дейміз, енді
жалпы мен өзім мысалы үшін сізге өткенде сөйлескен кезде айттым, мен тәңіршілдік бағыттың атынан келуге кішкене оған қосыла қоймаймын дедім. Неге десеңіз, өйткені былай ғой, бір белгілі бір салада біреуді біз авторитет қыла бастаймыз, авторитеттен диктатор жасай бастаймыз, диктатор жасай бастағаннан кейін оның сөзі заңды деп қабылдаймыз да, мына жақтағы көптеген пікірлерді елеп ескермей, сосын қайтадан баяғы әуенге бір неге түсеміз да, жүйеге қайтадан. Ол нәрсе болмауы үшін мен өзім негізі барлық кез келген сұрақта еркін ойлы, еркін сұрақты, және де мысалы бір мәселеге жан-жақтан, мысалы 360 градус дейтін болсақ, енді 3D форматта қарағанды тырысам, өзімнің сана неме қарай да, дәрежеме қарай. Ал енді сіз мені мынау тәңіршілдік деген бағыттан, енді ол мен өзім жалпы тәңір деген, тәңіршілдік деген, тәңірге, енді қазақтың тарихын, мұрасын, оның бәрі бар нәрсе, жаңағы сіз айтқан тәңіршілдік деген нәрсе да. Бірақ оның формалары қалай болды, немесе оны біз қандай түрде қабылдауымыз керек, оның критерийлері қандай деген жерде талас болады. Яғни менің ойымдағы тәңіршілдікпен бәлкім бір мен тәңіршілмін деп жүрген бауырымыздың ойы басқаша болуы мүмкін. Сондықтан мен бұл жерде ойлаймын, бұл ашық платформа болу керек. Ашық платформа, әр адам өзінің ойын, пікірін, өмірден алған тәжірибесін қолдана білу керек. Және де ешкім мынаны догма қылып қатырып қоюға несі жоқ, қақысы жоқ. Мысалы, міне бұл мысалы үшін енді белгілі діни догмалар деген нәрселер бар, білесіз. Кезінде сол діни догманың кесірінен инквизиция деген нәрсе болып кетті, орын алды, басқа. Мен ойымша, егер адамдар ашық пікірін білдіріп, ортаға салып, ашық түрде, мысалы үшін айтады ғой, мынау соттың ең бірінші қасиеті дейді, жаңағыдай сот, судья дейміз ғой, ол бейтарап болу керек екен, ешкімге жақтаспау керек. Сол секілді бұл жерде де біз егер сол ақиқатты бейтарап түрде іздейтін болсақ, онда қазақтың нағыз платформасын табатын боламыз деп ойлаймын. Ал 1995 жылы мен 11 класты бітірдім. 11 сыныпты бітірдім. Сол кезде Абай атамыздың 150 жылдығы деген мерейтой болды, естеріңізде болса. 1995 жылы. Бүкіл Қазақстан болып атап өтті. Сонда мына мектептерде, жоғары оқу орындары, барлық жерде, колледждерде Абай атамыздың өлеңдерін жатқа айту, қара сөздерді жатқа айту, міне осындай неде. Өзім енді мектепті бітіріп жатқан 11 сынып, сол ашық тәрбие сағаттары болады. Сонда Абай атамыздың қара сөздерін, өлеңдерін бәрін жаттап отырып, сол 11 сыныпта оқып жүрген кезде маған ой келді да, қазақтың жолы бұл ислам жолы. Абай атамыз айтқан, Алланың өзі де рас, сөз де рас, рас сөз еш уақытта жалған болмас. Алладан кітап келді, оның төрті Алланы танытуға сөз айырмас деген секілді. Сосын мен ойладым, біздің адасып жүргеніміз кешегі сталиндік репрессия, алдындағы ақтабан шұбырынды, ашаршылық, зиялыларымыздың атылып асылып кетуі, сол Құдайға жеткілікті дәрежеде құлшылық қылмай, өзіміз жаңағыдай былайша айтқанда тахарат ғұсылмен жүрмей, өзіміздің күнәмізден басымызға тілеп алған нәрсеміз екен ғой ол деп, мен сол кезден бастап дінге бет қоя бастадым. Сондай қорытындыға келдіңіз да? 95 жылы 11 сыныпта жүргендегі менің миыма келген қорытынды болды да ол. Өйткені білесіздер, Абай Құнанбаев деген біздің жалпы қазіргі таңда халықтың, қазақтың рухани мұрасының бірнеше діңгегі бар десек, сол діңгектің бір мықты біреуі ғой ол енді. Абай Құнанбаевтың рухани мұрасы деген қазіргі. Ал енді ол қаншалықты оның басқа құжаттық, басқа архивтік жақтарын қазір айтпай-ақ қояйық, өз алдына ол бөлек тақырып. Жалпы біздің қабылдауымызда ол солай болды. Сосын мен Қазақ Түрік университетіне оқуға түстім. Сөйтіп бізде яссауи тану, дін тану деген сабақтар болды. Түркиядан мұғалімдер келді, бізге сабақ берді. Сосын білесіздер, кешегі мынау 70 жыл кеңестің дәуірінде дінсіздік заманы болды. Жаңағыдай Құдай жоқ деген атеистік сенім болды. Соның бәрін ойлап отырып, мынау Түркиядан келген ұстаздардың несі арқылы, білімі арқылы біз сусындадық та. Сосын біздерді дәл сол күні жылдары 93-95-тің арасында Шымкентте, мынау қазір Отырар университеті болып кейін ауысып еді, Қазақ-Араб университеті, Қазақ-Кувейт университеті ашылды, Қазақ-Кувейт медресесі ашылды. Сосын келді де мынау Шымкенттің ортасындағы Ордабасы алаңында Қаттани атындағы мешітін соғып берді. Сосын арабтар алды да мына жақтағы, мынау біздің Павлодардағы кім атындағы Мәшһүр Жүсіп Көбейұлы, сол кісінің атындағы мешіт сап берді. Жаңа сондай нәрселер болып жатқанда, біздің мына кеудемізде сондай ой болды. Біз енді нағыз адамгершіл,
нағыз тура, нағыз әділетті қоғамға бет аламыз. Баяғы қазақ айтқан қой үстіне бозторғай жұмыртқалаған заман болады. Сосын біздің қазақ енді елде жоқ немен көркейеді. Баяғы қазақтың алтын ғасырындағы жаңағыдай кезіндегі енді көп тарихи мұраларды қарап отырсақ, енді біздің қазақтың нелері көп қой өзі. Дүниені билеген жағдайлар өте көп. Тіпті мынау аққойлы қарақойлы деген мына сиқымнан шыққан, біз өз сиқымның ішінен шыққанбыз. Сол сиқымнан шыққан екі рудың өзі мына Кавказда аққойлы қарақойлы деген сұлтанат орнатып, бүкіл Европадан алым салық алып отырған сондай. Ол бір өзі ұлы жүздің ішінде дулат, дулаттан сиқым, сиқымның ішіндегі екі ата барып сұлтанат құрып отыр да. Біз өзі жалпы біздің психологиямызда негізі баяғы қазақы психологиямызда біз дүние жүзін билеуге негізі бізде бейімділік бар. Ол бір қараған адамға енді былай ғой, ұлттық әркімде бір белгілі бір дәрежеде өзіндік бір ұлттық сезімін жоғары қою деген нәрсе болады. Ол орыста да бар, арабта, болмаса Қытайда бәрінде бар. Ал бірақ біздің тарихи мұрамызды қарай отырсақ, сондай нәрселерді көрген кезде сол сұрақ туады, неге біздің не қылды? Енді кешіріңіз, жаңа тәңіршілдік деген біздің платформамыз ба деген сұраққа келмес бұрын мен өзімнің өтіп кеткен жаңа эволюциялық жолдарымды кішкене таныстырсам, бэкграунд айта кетсем деп отырмын да. Сосын жаңа түрік мұғалімдермен жүріп біз намаз оқыдық. 97 жылы күзде сол қателеспесем қазан айында бірінші оразамызды ұстап, жаңағыдай намазымызды оқып, сосын ол жерде жаңа Сүлейманшылар деген тарихаттың мүшелері болды, Нұржылар деген тарихаттың мүшелері болды. Сосын мынау сәләфия ағымындағы жаңа, енді сәләфияды біз шартты түрде айта береміз, оның ішінде Матхалид басқа дегендер көп қой. Жалпы біз әйтеуір мынау сақалды былай қойып қысқа балақ кисе, оның бәрін жалпы бір ақ атаумен сәләфи деп жібереміз. Бірақ оның ішінде де өз тараптары бөліне береді ғой. Сонымен жаңағы Әл-Қисса сол жан жақтан бізге ана нелерді көріп, жаңағыдай ашылып жатқан университеттер, мешітке жаңа ауызашарларда болып, сөйтіп бір ерекше қуаныш сезім, сондай бір алғашқы эйфория дейді ғой, сондай болды. 99-ға дейін енді университетті аяқтадық, тәмамдадық. Соның ішінде жаңағы Нұржылар, Сүлейменшілер деген жаңа Түркиядан келген азаматтар өздеріне шақыра бастады. Бізге қосыл, тарихатымызға қосыл деп. Сосын оған енді ішім тартпады оларға қосылуға. Сосын сәләфи ағымындағы жігіттермен араласып, олармен біраз не жасап, енді етене араласамыз ғой, намазға бірге барамыз, оразаға бірге тұтамыз жаңағыдай. Сөйтіп жүргенде ол жігіттердің арасында бір күні қазақтың ой өрнектері Аллаға ширк қосу деген сөзді айтты олар. Сөйтіп мен күлдім енді. Бояушы дегенге тым сақалдарыңды боямаңдар, енді қазақтың ой өрнегінде тұрған ештеңе жоқ, неге өйтесіңдер десем, оны қазір мен 2021 жыл жігіттер айтып отыр. Қазақтың ой өрнегі дегеніміз қазір ол әлемнің үздіксіз қозғалысының белгісі екен. Сон қазтабан дейміз, қошқар мүйіз дейміз, басқа. Ол мынау аспан денелерінің қозғалысына қарай әлемнің жүру бағытының нелері да. Оған сала берсек, әлем мәңгі айналып отырады. Егер ол қазақтың оюына сенетін болсақ. Ал ана біздің ұстаздардың айтқанына сенетін болсақ, бұның бәрі бір күні былай тоқтайды. Қиямет қайым болады, таулар аспанға жаңағыдай бұлт құсап ұшады, сол кезде адамдардың мизам тарасында есебін алады деген секілді. Сонымен сәләфи бағытындағы жігіттер, өзіміздің семьямызға да бір күйеу баламыз, енді туған күйеу балам, ол жігітте жаңа сәләфи ағымына қосылып, не керек, сол терроризм бабы бойынша 18 жылға сотталып кетті. Өзіңіздің туған күйеу балам, иә, Оралдың жігіті еді. Осы біздің Шымкентте Қазақ Кувейт университетінде оқыған. Яғни қарындасыңызды алды ма? Туған қарындасымды алған. 83 жылы қарындасым бар. Енді эфирде бәлкім өзім семья мүшелері, бәлкім мен қарындасым, енді әркім өз бауырын жақсы көреді. Бәлкім ол кісінің көңіліне тимесін, кешірім сұраймын егер артық қаттылау айтып жатсам. Бірақ сол нәрселерді көргеннен кейін жалпы мынау көзқарасыңыздың өзгеруіне себеп болды ғой былайша айтқан кезде. Яғни мен күткен елдің бір арнаға ұйысуы, елді бір ұйыстырып, жаңағы бір түзу бағытқа салады деп күткен жаңағы дініңізден жаңағы сондай жағдайға келді ақыры. Келіп жатыр ол кісілер. Иә, содан менде ой болды, бұл жерде бірдеңе дұрыс емес деген. Сөйтіп жүргенде мына Пәкістан жақтан таблиғи жамағат деген, білесіздер, Индия, Пәкістаннан келетін жігіттер, сол 2000 жылы мешітке келіп отырып, жаңағыдай мәшһүра жасап, сол жерде адамдарды шақырып, бүкіл ісіңізді Аллаға тапсырыңыз, 3 күнге Аллаға берсеңіз, бүкіл ісіңізді Алла шешіп береді. Осындай Аллаға тәуекел етіңіз, жаңағыдай инналлаха не дейді,
юхиббул тәуәккилин деп па айтылады ғой жаңағы. Иә, тәуәккилин, тәуәккүл жасаушыларды Аллах жақсы көреді деп. Сосын енді ойладық, біздің мынау технологиялық артта қалу, қаржылық болмаса басқа біздің инфрақұрылымдық, микроэкономикалық, басқа да рухани басқа жағдайлар болсын, оның бәрі бәлкім осы біздің дінді жөндеп ұстай алмай, жаңағыдай ля иляха илlallah Мұхаммад Расулуллах деген нәрсені толық түсіне алмай жүргеніміздің кесірі шығар. Осылармен жүріп дін уағыздайық дедік. Әрбір үйге жеткізіп ля иляха илlallah Мұхаммад Расулуллахты жеткізейік деп жаңағылармен бір-екі рет неге шықтым, дағуатқа. Сөйтіп олардың өмірін көрдік. Олардың өміріне қарап отырсақ, уақыт өте келе оған да көңілім толмады. Өйткені бүкіл жұмысыңды тастатып, енді оны қазір мен жамандағандай, онда полемикалық жағын айтпай қояйын, бірақ білесіздер, ол ұйым соңында террористік деп не қылып Қазақстанда тыйым салынды, сонымен бітті. Сонымен сөйтіп жүргенде Голландияға кеттім мен, Европаға, Португалияда, сол Франция, Германия, 2 жыл сол жақта қыдырып жұмыс істеп, Португалияда негізі жұмыс жасадым. Сөйтіп жүрген кезде Голландиядағы түрік жігіттермен танысып қаламыз. Сөйтеміз да мешітке барып намаз оқимыз. Сонда сіздерге айтайын, мына қазақы намыс деген, мен естеріңізде болса 2003 жылы Америка Иракқа соғыс ашты ғой. Соғыс ашқанда соғыс ашқан жоқ, бірақ ядролық қару, халықты жаппай қырып жою қарулары бар деп, соны тазартамыз деп олар не жасады? Әскери операциясын бастады. Сол кезде мен Голландияда жүрген кезде, енді жаңағыдай діни ненің жаңағыдай бойдағы қайнап атқан несі, мен ойладым, біздің Ирак секілді мұсылман еліне қайдағы бір кәфир Америка шабуыл жасап жатыр. Астафралла, Аллаху әкбар, бая Халид ибн Уалидтер ұқсап, Әмір ибн Астар ұқсап, біз неге шықпаймыз? Неге біз бір мұсылман елінің кәфирлердің аяқ асты етуіне жол береміз? Неге мұсылмандар шықпайды? Бірақ джихадқа шығатын болсаң, ата-анаңның рұқсаты керек деген деп, мен Голландияда Хардбек деген қалада жүріп, қыстың күні автоматтан ақша тастап, мынау Шымкентте әке-шешеме звондаймын. Мұсылмандарымды қырып жатыр, мен мұсылмандарым үшін тұруым керек. Мен Иракқа соғысқа кетемін, маған баталарыңды беріңдер деймін ғой. Мінекей. Сондай деңгейге алып барды. Иә, сондай деңгейде жаңағы нәрсемен неғамыз ғой. Білесіз, анау Құран жаттайтын болсаң, мынандай дейді, азаннан кеске дейін анау Мишари Рашид, сондай кісілердің айтқанын оқимыз, намазды оқимыз, жұмыс істеп алып, оразаны тұтқан кезде жаңағыдай. Сосын ана кімдермен, Португалияда мен Перейра, Ладейра, Олиграма деген фабрикаларда жұмыстадым. Сосын Гранимундо деген фабрикаларда. Сонда жүрген жерімде жаңағыдай Аллахтың несі мынандай болады, ля иляха илlallah Мұхаммад Расулуллах деңдер, сендер кәфир болып жүрсіңдер, ертең қияметте көресіңдер әлі, не жасаңдар, тәубелеріңе келіңдер, жаңағыдай Мұхаммад Расулалланы мойындаңдар. Кезінде небір сахабалар, табиғиндар осы ислам дінін хақты жаю үшін кеткен жан-жаққа, мен де сол ұқсап келіп отырмын деп жаңағыдай аналардың бәрін кешіріңіздер, орысша кетіп қалды. Соншалықты дәрежеде тіпті Перейра Ладейраның бастығы кім деген кісі еді? Дон Фернандо, жоқ, қазір. Енді кешіресіздер, бір жалпы бэкграундты әлі айтып жатырмын. Сонда ол кісіге жаңағыдай бірдеңе болса иншалла деп айт деп не қылатынбыз. Сөйтіп соңында ол кісі иншалла дейтін болды. Біз соған мәз болып дінді әкеп жатырмыз деп жаңағыдай. Бірақ мына бір сананың түбінде бір сұрақ қалып кете беретін. Қазақта бір сөз бар ғой, жет атасын білмеген жетесіз деген. Сонда ана білесіздер, енді арабтың жаңа тұлғаларының арасында сол жет атаға жетпей үйлену деген сияқтыларын көрген кезде сол сұраққа былай да жауап бере алмай жүретінбіз. Бірақ бұл Аллахтың дінінде ешбір кемшілік жоқ. Ал кім бұл діннен кемшілік іздейтін болса, яғни ол бұзақы немесе мұнафиқ. Дұрыс па? Айтады ғой, яһудилердің соңына жеткен сұрақ қоя беру. Сондықтан Аллах бір нәрседен тыйды, одан тыйылыңдар. Бір нәрсені рұқсат берді, халал қылды, оған сонымен жүріңдер. Ал күмәнді нәрселерге бастарыңды сұқпаңдар деген мәселе де бар ғой, білесіз. Сонда мен ойладым, бұл нәрсені біз мына жаққа ысыруымыз керек. Ол сұрақты көтермеуіміз де керек. Басқа нәрсені істей берші, намазыңды оқы, оразаңды тұт, жаңағыдай адал нәрселеріңді істей бер, әке-шешеңді сыйла, мешітке бар, Құран оқы. Жет атадан қыз алмасаң алмай-ақ қой. Өзің қазағың болып жүре берді, бірақ ана жақта бәрібір қабылда деген мына жерде тұратын. Содан енді бұл бэкграундта келіп жатырмыз. Сонымен ана Иракқа соғысқа мені жібермей қойды. Бірақ сол кезде анау естеріңізде болса, Дубайдың нелері, принцтері айтты, соғысты қойыңдар, Дубайға турист болып келіңдер. Ал анау Сауд Арабиясының корольдері айтты,
болмайтын бірдеңелерді айтты енді. Сонда мен ойладым, қалайша сен мұсылман деген, үммәт деген бір ағза емес па? Бірлік қайда? Ағзасыңдар ғой сендер. Иракты бомбалап жатыр. Ирак сенің мысалы бүйрегің болса, бүйрегіңді бомбалап жатса, сен қалайша тыныш отырасың? Сен қалайша өзіңді мұсылманмын деп айтасың деп, ана жерде мен жаңағыдай сөйтіп қайнап жүретін едім. Содан не керек? Қазақстанға келдім, біраз уақыттар өтті. Содан шиғалардың ресурстарынан сөйтіп жүрген кезде, сөйтіп Нақшбанди тарихатында болдым ғой. Енді бұл қарап отырсаңыз, мен ана бір Омбайдан шыққан қатын сияқты бірдеңе болып кетпесін. Жалпы менде ізденіс тоқтамады. Ананың бірдеңесі ұнамаса, өйткені неге ұнамайды? Өйткені біздің қазақта өзіндік әр нәрсені саралау критерийлеріміз бар. Сол критерийлер бойынша біз оны бағалаймыз. Мысалы үшін сіз Мерседеске мініп үйренген адамсыз да, мен сізге анау Ресейдің Жигули шестеркаларына мақтап әкеп мінгізем десем, сіз оны Мерседестің критерийлерімен бағалайсыз. Салоны, моторы, күші, қауіпсіздігі, комфорты, музыкасы, климат контролдің жұмыс істеуі, электроникасы, басқа дегендей. Егер сіздің критерийлеріңізге ол нәрсе жауап бере алмаған жағдайда, сіз не істейсіз? Одан бас тартасыз. Өйткені Мерседесім жақсы, не қыламын мен Жигулиді? Ол критерийге сай келмей жатыр дегендей. Содан Нақшбанди тарихатында біраз жүріп, оларды алдап кіргізеді екен. Олар бүйтіп айтады екен. Сен енді осы біздің тарихатта жамағатпен бірге жүрсің. Ол жерде Қадария тарихаты дегенде көрдік. Түн ішінде мешітке кіріп алады екен да, құптан намаздан кейін жаңағыдай зікір салады. Бір-бірлерін ұстап тұрып, ла илаха иллаллах, ла илаха иллаллах деп, анау ортасына біреулер шығып, жылап, анау өзі бірінші этажы кафе оларда, кітапханасы бар, екінші этажда мешіт, ана құптан намаздан кейін аналар секіріп дірілдетіп атады потолокты жаңағы нені, екінші этаждың перегородканы. Сөйтіп оларға қосылмайтын болдық та, я бақи аңтал бақи деп ана таста аударатын Нақшбандия тарихатына қосылатын болдық. Сөйтіп олар Нақшбандия тарихатына кір деген жоқ. Олар былай деп айтты. Мен саған бір сабақ берейін деді, дәріс берейін деді. Сөйтіп енді ойладым, біз білмейтін бірдеңелерді айтатын шығар енді, бір тылсыңнан, тереңнен бірдеңені алып. Біз енді қанша дегенмен анау шейх болмаса улама, алламалардың қасында кімбіз? Ойбай, дәріс берсең бер дедік. Сөйтсе қолыңды әкел бірдеңе деді да, осылай деді да, сөзімді артынан қайтала деді да. Сөйтіп ал енді құтты болсын, сен Нақшбандия тарихатына кіріп кеттің дейді. Айналайын, мен өйтіп ондай келіспеп едік қой. Дәріс беремін деген, лекция оқимын деген ба, сондай бір еді ғой деп. Содан не керек? Ол кісілермен біраз араласып, кейін қарасам, оның да жаңағыдай көп сұрақтарға несі берілмейді. Сосын енді білесіздер, мынау олар ана несін ата өзінің ұстаздарының силсиласын жаттатады ғой. О неден бастап, жаңа Әбу Бәкірден ба, содан бастап жаттатады. Сосын мен айттым, бұлар не керек? Аллах тұр ғой. Сен Аллахқа сыйынсай болды ғой. Құран-ы Кәрим тұр ғой. Ақша жетпейтін болса, Уақиға сүресін оқы. Рахмат керек болса, Рахман сүресін оқы. Күнде жатарда Ясин сүресін оқып жатсаң, шахидтің сауабын аласың. Басқа не керек? Не қыласың сен? Силсила жаттап, басқа қылып деп, оған көңілім толмады. Сөйтіп жүргенде шиғалардың ресурстарына түсіп, жаңағыдай Ғадир Хум оқиғасы, басқа оқиғалар, бірақ мен оларға риза болғаным, барлық источникті сунниден источниктен алып береді. Ол өзінің шиитский источниктен алмайды. Именно суннитский источниктен алады да. Бірақ сөйтіп жүрген кезде, содан мен айттым, мен өйткені сіз есіміңіз Қанат, кешіріңіз Қанеке. Нені білесіз ғой, бұлар имам Махдиді күтеміз дейді. Сосын жаңа бұлардың имам Хасан, Хұсайындардың қалай өлтірілуі, Кәрбала оқиғасы деп ана өздері сабаулары деген сияқты. Сөйтіп менде аналармен кітаптарын нелерін оқып отырып, интернеттен ғой барлығы бар. Оқып отырып жаңағы мынау сүнни лидерлерге деген менде ішіме жиіркеніш пайда болды. Өйткені ол кәдімгі мына Сихаху Ситта деген 6 шындық кітап болса, сол кітаптың ішінде айтып отыр, міне маған не дейсіңдер? Өзің сүнни источнигің бәрі жаңағы сахих былайша айтқанда. Білесіз, Құран-ы Кәримнен кейін тұратын осы Сихаху Ситта деген жаңағы имам Бухари, Муслим, Ибн Маджа, Термизи, Абу Дауд, Насаи. Осы 6 кітап сүнни кітаптарды, сүннат кітаптар ғой, хадис кітаптар. Соны айтады Сихаху Ситта деп. Ол Құраннан кейінгі мойындалған жаңағыдай. Сөйтіп жүргенде мен сүнни бағытқа деген көңілім суи бастады, ашығын айтқанда. Сөйтіп шииттер құсап, басымда тасты қойып алып, намаз оқығанда сөйтіп оқитын болдым. Жаңағы ол пайғамбар ешқашанда шекесін кілемге тигізбеген деген. Енді білесіз ғой, адам сенгісі келеді бірдеңеге. Сөйтіп жүргенде олардың хадистерін оқимын, история жаңағы тарихтарын оқимын.
біз әлі тәңіршілдікке жете алмай жатырмыз. Бірақ мен ойлаймын, осы менің өткен жолымда дәл қазір біздің көп бауырларымыз жүр, және олар жаңағыдай сол нені, сол сұрақтар олардың бойында бар. Иә, шынында ол қазір келеміз ақырындап, не қылса, егер мүмкіндік болса, енді қысқа қайыратын болсам, сөйтіп жүргенде олардың бір имамдар айтқан екен, имам Махдиді күтеді ғой, олар білесіздер. Мынау яхуди халқы да оларда күтеді. Имам Махдидің шығатыны мына сүнни источник оларда да бар дегендей. Сонда оларда бір хадис бар екен, шиғаларда. Имам Махдидің артынан негізі 313 әскер ереді, Бәдірдегідей. Бәдір шайқасындағыдай 313 адам болады. Олар дүние жүзіне жеңімпаз болады. Олардың құдірет, оларға Аллах тікелей құдірет береді деген секілді, енді оларды мақтап жазғанда, сонда бұлардың жағы 12 имам дейді ғой өздері. Сол имамдарының біреу айтқан екен, олар сол халықтан шығады, көшпелі халық болады, үйлері жиналмалы болады деген екен. Сол кезде жылт ете қалған ой туды. Мен бүкіл біздің рухани мұрамызға сеп болған, бізді тура жолға салған осы араб халқы да енді жалпы алғанда осы Құран тілі, сүнна тілі дейміз ғой енді жалпы. Солар деп жүрсем, мыналар бізге қарай бұлай стрелканы бұрды ғой. Бізде бірдеңе бар шығар деген ой келді ғой кейін. Біздің өзіміздің мұранында неге ақтарып көрмеске ой келді ғой. Иә. Сөйтіп баяғы анау жеті ата деген нәрсе шақ етіп шыға келді. Неге ондай деп. Содан не керек, келдім да жаңағы ішім қайнайды. Өздеріңіз секілді таныстарым, класстастарым, болмаса ағайын туғандарымды отырғызып аламын да айтам, қарасайшы мынау деген. Баяғы анау Иракқа қалай соғысқа барам деп былай жанып тұрсам, мұсылмандар үшін, енді мен мына дінге сыни көзбен де қарай біліңдер деген нені айтуды бастадым өзім ағайындарыма. Бірақ іш деген қайнап кетеді. Таңертең тұрам, аналар сиынып жатыр, не қылып жатыр, тұра тұрсайшы, сен өзіңде жатыр ғой деп іш деген қайнайды. Сосын бір екеу айтты, естіп жүріп қой сені енді. Айтатын болсаң, неге шық, қазір интернет бар, әлеуметтік желі бар. Соған шықты айтсайшы, миымыз қатыра бермей деп. Жаңа энергия деген тасып барадыр ғой жаңа. Сөйтем де 2020 жылы өзі тура сол кезде карантиннің кезі келіп қалады. Сосын аламда жаңағы осы дінге байланысты сыни көзқарастық нелерді ақырын шығара бастаймын. Сөйтіп содан мен енді ойладым, қазақтың өзіндік жолы бар, негізі ешқандай шеттің идеологиясына мұқтаж емеспіз. Ал енді ол идеологияның жаңағыдай ерекшеліктері, негізі, платформасы қалай болады, ол енді мен мына жерінде тұрған жоқ, дайыны тұрған жоқ та. Бірақ сұлбасы, нобайы бар. Енді жалпы алғанда, енді қазақтың рухани платформасы тәңіршілдік бола ала ма дедіңіз ғой, сіз бағанағы сұрағыңыз. Мен былай деп жауап берер едім. Тоқтар ағамен сөйлестік, Тоқтар абызбен. О кісінің мен көп айтқан сөздерін мойындаймын. Көп жерде қосыламын. Қосылмайтын да жерлерім бар. Бәлкім уақыт өтелігі келе бір консенсус болып қалар, бәлкім бір түсіністік болып қалар, ода тұрған бір не жоқ деп ойлаймын, бір қатып қалған нәрсе жоқ деп ойлаймын. Сосын Арман Нұрмұхамед бауырымыз бар. О кісілер жаңа адам бойындағы қасиет, әруақ деген мәселелермен көбірек шұғылданады. Сосын о кісімен де сөйлесіп көрдім. Сөйтіп о кісі айтты, бауырым деді, жалпы бұл тәңірлік дүниетаным деген сөз, бұл бірнеше жылдар бойы уақытта қалыптасып келеді. Және бірнеше концепция болуы мүмкін. Мысалы үшін Тоқтар ағаның айтқаны ол өзіндік бір концепция болуы мүмкін. Мысалы Матуриди ақидасы деген сияқты. Біз анау фиқхты қоя тұрайық, не жағынан, ақида жағынан келейік. Тәңіршіліктің ішінде бірнеше мектептер қалыптасуы мүмкін. Мүмкін деді ол кісі айтты. Және де біз деді, менікі дұрыс, ананікін алма деп бір-бірімізге ондай болмау керек. Кім өзінің концепциясын ұсынса, халыққа ұсына берсін. Халық өзіне ұнағанын таңдай береді. Бірақ бір-бірімізді кемсіту, болмаса бір-бірімізге іштарлық жасаудың қажеті жоқ деп ол кісі айтты. Арман Нұрмұхамед бауырымыз Есік қаласында бардық арнайы іздеп. Содан бері енді ізденіс үстіндеміз. Жаңағы сіз айтқан тәңіршілдік деген мәселе бойынша. Жалпы енді тәңіршілдікке байланысты қазір кейбір жігіттер кішкене радикалды да сөздер айтқаннан соң мен өзім жалпы былай деп отырмын. Жалпы қазақылық дей берсек, қазақы мұра, қазақтың тілінде, қазақтың мынау рухани мұрасы десек оны да жалпы. Сосын талқыласақ, енді кешіріңіздер, осынша көп уақыт алдым, Қанеке.
микрофонға жақындайсыз ба? Иә, рахмет. Шақырып осындай қонақ етіп отқандарыңызға. Жалпы мен исламтанушымын. Қанатбай Босымұлы аты жөнім. Исламтанушымын, практикалық мұсылманмын. Ислам қағидалары бойынша балиғат жасынан, норма жастан бойынша, исламдағы кәмелет жастан бастап мен практикалық мұсылманмын. Сол жолды ұстанамын. Мұсылман отбасында туылдым. Ата бабамнан бері мұсылманмын. Сұрақ бізде ислам діні Қазақтың жаңағы ұлттық діни танымы бола ала ма? Иә. Бола ала ма деген, мен қысқа бұл сұраққа қысқа жауап беретін болсам, айтатын едім мен ол болып қойған, қазір болып тұр деп. Бірақ мен болашағына жауап бере алмаймын оны. Болашағына жауап бере алмаймын. Болған, болып тұр. Исламтанушы ретінде мен ислам тарихын зерттеуші ретінде айта аламын. Қазақ даласына исламның келуі немесе қазақтың исламдануы үш кезеңнен тұрады. Бұл бірден қазақ жаппай танып кеткен немесе жаппай өтіп кеткен дін емес. Қазақ бұл исламды електен ғасырлар бойы, 100 жылдықтар, 10 жылдық, 5 жылдық електер емес, ғасырлар бойы 100 жылдық електен синтезден, саналық синтезден өткізіп барып қабылдаған. Соған байланысты айтатын болса, қазақ даласының қазіргі қазақ құрамындағы тайпалардың, түркі тайпаларының исламдануы үш кезеңнен тұрады. Ол 6-9 ғасырлар, мені жақсы білесіздер. Бұл жерде жаңағы ислам жаулап алушы жолдары болды, футухаттары, ол өте қатты болды, қырып жою болды, оны мен жасырмаймын. Болған нәрсе жаңағы түргештер қағанаты мен түргеш империясы мен араб халифатының арасында, омайяттар кейін аббасилер арасында неше түрлі қырғын соғыстар болды. Орта Азия, Мауранахр, сыр бойында қалалар бірде түріктер жағына, бірде арабтар жағына. Ал идеологиялық діни тұрғыдан бірде мұсылмандық, қайтадан мұсылмандықтан шығып сондай аумалы төкпелі жаман ауыспалы кезең болды. Ол жаңағы 250-300 жылды қамтиды. 6-шы, 7-ші, 9-шы ғасырлар, 10-шы ғасырға дейін барады. Одан кейінгі екінші кезең бұл 10-шы, 12-ші ғасырлар аралығы. Бұл саналы түрде тек билік элитасының исламды қабылдауы ғана емес, жалпы саналы түрде кейбір түркі тайпаларының жаппай исламды қабылдауына үдерісі басталды бұл кезде. Бұған түрткі болған, менің ойымша, мен ислам танушы ретінде айтылам, бұған түрткі болған исламды сол уақытқа дейін күшпен ұғындырысы келген араб жаңағы жаулап алушыларының барынша байсалды бағытқа ауысуы. Біз білеміз, оңтүстік Қазақстаннан мен оңтүстік Қазақстанда баптар институты бар. Арыстан бап, Ысқақ бап деген сияқты. Міне солар аңыз деректерде айтылады, бірақ нақтылығын біз қаншалықты екенін біле алмаймыз. Ислам критерийіне салған кезде, исламда ғылыми критерийге салған кезде. Ысқақ бап жаңағыдай өзінің жолдастарына, бауырлар, ағайындар, біз бұдан былай қылышпен дінді қабылдатуды ұғындыруды қояйық. Түрік жаугер халық, бұл түріктерге түсіндірсең, бұлар дінді өз бетімен қабылдауы мүмкін, бейім халық. Сондықтан бұларға бейбіт жолмен дінді қабылдатайық, дінді насихаттайық деп, сол кезде баптар институты қалыптасқан. Есік қой енді. Есік ары қарап Құдайдың құзырына, Алланың дініне жетесің деген мағынада. Бұл екінші кезең. Бап деген сөз. Бап деген сөз, иә. Бап деген сөз араб тілінде есік. Кейін ол шииттерде де бар, біздерде де бар сопылықта. Бап сол жаңағы сол арқылы сол кісінің уағыз насихат арқылы дінді қабылдап, есікке кіру, есігін табу, жолдың есігін табу, ары қарап жолға кіріп кетесің. Бұл екінші кезең, 12-ші ғасыр. Сонымен бұл 962 жылы Қарахан хандығының исламды мемлекеттік дін ретінде жариялауымен басталады, кемеліне келеді. Бұл жерде бірақ жалпылай түркі тайпалар исламды қабылдаған жоқ, тек билік элитасы ғана қабылдады. Жаппай бұл жерде исламды ешкім қабылдаған. Яғни екінші кезеңде әлі қазақ даласына жаппай таралған жоқ. Жаппай таралған жоқ. Бұл тек оңтүстік Қазақстан, қазір Түркістан облысында болған оқиғалар. Түркістан облысында болған. Енді тарихшылар айтады, 757 жылы Атлақ сайқасы шешті деген оқиған деректі айтады. Бірақ бұл бір жерде өкінішке орай тарихшылардың, жаңа ислам танушылардың ұмытып кететін нәрсесі, ол жерде арабтардың келген көмегімен емес, түргештер, қытайлар жеңгені. Қытайлардың құрамында болған қарлұқтардың түргештер жағына шығып кетуінің себебінен жеңіске жеткен. Яғни біз көбінесе былай айтып жүрміз, Атлақ шайқасынан мына жақтан арабтар келді, мына жақтан қытайлар келді. Арабтар жеңгеннен кейін біз арабтардың дінін қабылдадық деген сияқты. Бірақ шындығында олай болған жоқ деп отырсыз. Шындығында ондай болған жоқ. Осыны бүркемелеп бізді құтқарған дін ретінде насихаттайды. Былайша айтқан кезде оның өзін бір енді дінді насихаттаудың бір құрал ретінде бүркемші Атлақ шайқасы. Бірақ шын мәнісінде одан 2 ғасыр өткен кездің өзінде әлі енді бірінші кезең бітіп жатқан. Енді бірінші кезең бітіп жатқан еді. 757 жылы қытайларды бастап келген жолбасшы болып, жер бедерін білмейді қытайлар, Таң империясының әскері. Сол кезде 757 жылы қытайлардың құрамында болған қарлұқтар өздерінің бауырлары. Қан жағынан, тек жағынан, тіл жағынан түркі тайпалысы ғой. Түркі тайпалар, қарлұқтар бір түнде түргештер жағына өтіп кетеді. Сұлу қылған мәжбүр болады арабтардан, араб гарнизонынан, өзіне ең жақын орналасқан араб гарнизонынан жасақ сұрап, көмек сұрауға мәжбүр болады. Қытайлар келе жатыр.
Қытай экспансиясы басталып жатыр. Сонымен бір түнде қарлұқтардың түргештер жағына шығып кетуімен, өздерінің бауырлары жағына шығып кетуімен, сөйтіп Атлақ шайқасы араб түркі араб коалициясының біріккен жасағының жеңіске жетуімен аяқталады. Қытай экспансиясы тоқтайды. Әлі күнге дейін болмаған қазіргі күнде. Осы нәрсе екінші бетбұрыс жасайды. Қазақ даласының исламданудың екінші үдерісі. Осы сәттен басталып, Қарахан империясының мемлекеттік дін ретінде, Ханафи мазхабының мемлекеттік идеология ретінде жариялаумен аяқталады. Одан кейін үшінші кезең, білесіздер, дәл осы екінші кезеңде тағы айтатын тұс, біз қазақ әлемге мақтанатын, бізді қазаққа әлемдік мәдениеттің бір бөлшегін қалыптастырушы ұлт ретінде таныта алатын тұлғалардың барлығы осы екінші ғасырда, екінші кезеңде шыққан. Әл-Фараби, біз мақтанатын орта азиялық мәдениеттің бір бөлшегі ретінде мақтанылатын Ибн Сина болсын, Әл-Харазми болсын, барлығы осы екінші кезеңнің тумалары. Барлығы түркі текті, парсы текті тұлғалар осыншы екі кезеңде. Өзіміз мақтанып жүрген Ахмед Яссауи болсын, жаңағы кім, барлығы түркі текті, араб текті, Баласағұн Югенеки, барлығы сол кезеңнен шыққан. Кейін үшінші кезең бұл өте күрделі кезең. 13-ші ғасырдың басындағы моңғол емес, енді мен тарихшы ретінде моңғол шапқыншылығы ретінде мойындамаймын, бұл түркілердің екінші ұлы қоныс аударуы еді. Түркі тайпаларының екінші қоныс аударуы еді. Шығыстан батысқа Шыңғысхан бастаған түркі жаулаушылығы. Бұл бір уақыт болсын Орта Азиялық түркілердің, немесе Қазақстанда, қазақ даласындағы түркілердің исламдану үдерісін 150-200 жылға кешеуілдетті. Яғни мынаяқтан келе жатқан процесті мына жақтан әлі ислам дінін қабылдамаған түркі тайпаларының келуі кешеуілдетті. Бұл үшінші кезең еді. Білесіздер, 1206 жылы Шыңғысхан бүкіл түркі тайпаларының басын қосып ұлы хан, жеңіс хан болып сайланғаннан кейін батысқа жорығын бастайды. Бұл Шыңғысханның өзінің жеке мүддесі емес, ата-бабаларының жаңағы армандаған немесе өзінің ата-бабаларының иелігінде болған жерлері. Ол бір жерді жаулап алған жоқ, өзінің ата-бабаларының иелігінде болған жерге келді. Бұл жерде де түрік тайпалары өмір сүрді ол жерде. Бірақ ислам дінін ұстанып жатқан. Қайтарды, бірақ парсыланып кеткен еді. Ол тарихи деректер бар, парсыланып кеткен еді. Енді Иран, Тұран мәдениеті өте үлкен мәдениет болған әлемдегі. Екі мәдениет өте идеологиялық мәдени, жаңағы өркениетаралық диалог, сосын соғыс та болған. Текетірес те болған. Сол себепті енді бір-бірінен жаңағы көптеген элементтерді алған. Сол арқылы бізге де ислам парсы мәдениеті арқылы сіңген. Бізде парсылық, шииттік қисса дастандар ауыз әдебиетімізде өте көп. Шығыстан батысқа дейін бар. Осы Шыңғысханның жаулап алушылығы, батысқа жылжуы қазақ даласындағы соңғы нүктені қойды исламданудың. Батыстан, шығыстан Шыңғысханмен бірге көшіп келген түркі тайпалары исламды қабылдады. Сіз бен менің ата-бабам 700 жыл алдын, 600 жыл алдын. Өйткені мен шежірелік деректер бойынша мен өзімнің 15-16 атамды санап бере аламын. Одан ары атамды білмеймін. Шежірелік деректер сол кезде пайда бола бастады. Шажара деген сөздің өзі де арабтың сөзі, ата тек деген мағына, генеалогия деген мағына білдіреді. Сол кезге барып тіреледі. Менің ойымша сол кезден бастап бізде шежірелік қолжазбалық деректер пайда бола бастаған. Ауызша жеткен, реттеле бастаған. Осы үшінші кезең біздің қазақ тарихының шешуші кезеңі болды. Енді қазақ деген ұлт болған жоқ, кейіннен қалыптасты, бірақ тарихи деректерде қазақ деген термин болды деп айтады біздің тарихшылар. Осы кезең, үшінші кезең тарихи шешуші кезең болды. Біршама исламданудың солтүстікке қарап жылжуын тосқауыл жасады. Исламданудың солтүстікке жылжуына тосқауыл жасады. Кейін ол Кавказ таулары арқылы 15-16 ғасырда жаңағы тау халықтарының, Кавказ халықтарының шафиғи мазхабын ұстануына алып барды. Осы міне үшінші кезең 14 ғасырдың басына, соңына, ортасына келіп, бүкіл қазір қазақ даласындағы түркі тайпалары исламды қабылдады деп айтуымызға болады. Мен тарихшы ретінде айтып отырмын. Осы үш кезеңнен тұрады. Осы үш кезең басы барынша қатал соғыс, аумал-төкпелі заман болды. Екінші бейбіт, барынша байсалды заман болды. Көптеген жаңа жоғарыда айтқандай ұлы тұлғалар, мақтаналық, әлемге танымал тұлғалардың барлығы сол кезде шықты. Біз әлі күнге дейін олардың атын бренд ретінде қолданып келе жатырмыз. Әл-Фараби атауы бізге әлі күнге дейін қазақ халқының ұлттық бренді ретінде қолданып келе жатыр. Одан кейін үшінші кезең өте жаңағы аумал-төкпелі кезең болды, бірақ шешуші кезең болды. Осы жердегі тұрған түркі тайпалары батысқа көшті, білесіздер. Соның негізінде әлемдік мәдениеттің, әлемдік өркениеттің жауһарлары болып саналатын Осман мәдениеті, Османлы мәдениеті қазіргі
түркиядағы түріктердің мәдениеті қалыптасты. Жаңағы сіздің айтып отқан ақ қойлы қара қойлы әулеттері сол оғыз тайпаларының құрамында болған, сол сыр бойынан кеткен, сонымен жаңағы Кавказда, ары қарап Анадолуда ақ қойлы қара қойлы сұлтанаттары билігін жүргізді. Міне осы түркілердің исламдану үдерісі жалпы тек бір материктік континенттік тарихты емес, бүкіл әлем тарихын өзгертіп жіберді. Әлем тарихын өзгертіп жіберді. Не үшін енді қазақ исламды қабылдаған деген сұрақ туындайды. Не үшін қазақ исламға бейім болды? Мен жеке исламданушы ретінде айтам, қазақ не үшін исламға бейім болды? Бізде дін тарихында, дін жүйелерінде, дін классификациясында діндерді біз монотеистік діндер, политеистік діндер, дуалистік діндер деп бөлеміз. Мені жақсы білесіздер. Бір құдайшылдық, екі құдайшылдық, көп құдайшылдық деп. Біздің айтып отырған ислам дінінде абрамдық, ибрахимдік діндер қатарына жатады. Бұл бір құдайшылдық дін. Оған ислам келмей тұрып та араб түбегінде бір құдайшылдық, рахмания деген сияқты басқа да діндер, сенімдер болған. Тәңіршілдік те сондай сенімнің біреуі еді. Тәңіршілдік сенімі ол тоже монотеистік. Монотеистік дін, монотеистік дін. Монотеистік дін емес, сенім деп айтуымызға болады. Мен тәңір ұғымы болғандығын, сенім ретінде болғандығын жоққа шығармаймын исламтанушы ретінде. Ислам тарихшы ретінде жоққа шығармаймын. Ол сенім ретінде, ұғым ретінде болған. Бола береді де. Не үшін бола береді? Қазір мен жоғарыда айтамын. Не үшін бола беретінін. Сонымен тәңіршілдік те исламда монотеистік, ислам дін тәңіршілдік сенім, монотеистік сенімді ұстанатын еді. Сенімді ұстанатын еді. Яғни ислам келмей тұрып та біздің түрік халықтары монотеистік сенімде болды дейсіз ғой? Монотеистік сенімде болды. Сол үшін олардың исламда, түркі тайпаларының исламды қабылдауының жеделденуі немесе жедел түрде белең алуы, жедел сатыға жедел түрде исламды қабылдауы осы монотеистік сенімнің сұлбасының қаңқасының болуында еді. Иә, тек сенім болды, құлшылық, ғибадат жоқ. Бұған аңыз ауыз әдебиетінен дәлел ретінде кім мәшһүр жазбаларындағы жаңағы мәшһүр дін қолжазбаларында мынандай аңыз-әңгіме бар. Бұл фольклорлық аңыз әңгіме еді. Мәшһүр айтады, осы Қыпшақ даласында 92 баулы Қыпшақ дейді. Араб жазирасында Мұхаммед деген біреуден шыққанын естіпті. Сөйтіп барлығы жиналыс құрылтай өткізіп, осы 92 баулы рудан 92 адамды тұлғаны жіберейік те, сөйтіп оның діні қандай екенін барып барлап қайтайық. Жақсы болса қабылдайық, жаман болса бет бұрайық деп айтыпты мәшһүр. Жаңағы 92 қыпшақтар жиналыс өткізіп. Бұл дешті қыпшақ деп отырған жері қазақ даласындағы 92 баулы қыпшақ деп отырғанымыз жоқ, қазақтың құрамындағы 92 баулы. Жалпы түрік халқының құрамындағы 92 рулар ғой. Рулар. Солардың өкілдері барыпты дейді. Сөйтсе Мұхаммед пайғамбар өзінің сахабаларымен мешіттің ауласында күрес ұйымдастырып жатыр екен. Сөйтіпті де бұлар 92-сінің бары жапа-тармағай кіріп барған кезде, әй сендер кімсіңдер деп айтыпты дейді Мұхаммед. Сонда біз осындай деген дешті қыпшақтан Озған деген пайғамбардың жұртынан келген елміз. Бізде Озған деген пайғамбар болып еді, біз соның сенімімен жүрміз деп айтыпты. Сонда Мұхаммед пайғамбар олардың жауабын естіп, Озған да менің бір бауырым еді ғой. Жаңағы хадисте бар, менен жақсы білесіздер, пайғамбарлар бір-біріне бауыр деген. Озған да менің бауырым еді, Озған пайғамбарда. Соның жұртынан келіпсіңдер ғой, соның шариғатын ұстанып жүрген адамсыңдар ғой деген жауапты айтқан. Сонда 92-сінің бәрі Мұхаммед деген қайсың, жаңа дінмен, сеніммен келді деп естідік, егер жақсы болса қабылдайық, жаман болса бет бұрайық деп келдік деген. Оған қабылдауларың үшін қандай шарт қоясыңдар деген кезде жаңағы 92 баулы рудан келген қыпшақтар күресіп отқан екенсіңдер, сен біздің 92-міздің бәріміздің жауырымызды жерге тигізсең әңгімеңді тыңдаймыз, тигізе алмасаң біреуіміздің, ең болмаса біреуіміздікін, бәрі тигіз, ең болмаса біреу болса біз артымызға қайтамыз деген. Сөйтіп пайғамбар өзі шығып, әлі шығам деген енді әңгімелер, бірақ пайғамбар бәрінің жеке шығып жауырын жерге тигізіп, сөйтіп жаңағы ислам дінінің танымдарын, сенім негіздерін саналарына құйып қайтып кетті. Содан бастап Қыпшақ даласында дешті қыпшақтың рулары исламды қабылдапты деген бұл фольклорлық дерек, қолжазба деректерінде. Бірақ бұл қазаққа жаңағы исламның не үшін қабылдағандығын айтқызу, түсіндіру үшін жеңіл нәрсе. Бірақ ғылыми тұрғыдан мен жоғарыда айттым, исламды қабылдау үдерісі 3 сатыдан тұрады. Не үшін қабылдады? Өйткені одан алдын тура ислам сияқты монотеистік сенімде еді түркілер. Монотеистік сенімде еді. Сол монотеистік сенімде ұстануы, белгілі бір сұлбаның болуы, ары қарап тағы да бір монотеистік дін, жаңа дін исламға қазақтың, түркілердің еніп кетуіне себеп болды. Олар өздерінің қалыбын тапты. Жаңа сұраққа жауап, ислам діні қазақ халқының негізгі ұлттық сенімі бола ала ма? Ол болған, болып жатыр, болашағына мен жауап бере алмаймын бірақ. Болған, болып жатыр. Барлығы уже қазақ мұсылманшылығы ретінде айтатын болсақ, мен негізі ислам
қазақтың исламдануы дегенде қазақ мұсылмандығы туралы терминге тоқталғым келеді. Қазақ мұсылмандығы дегеніміз бұл қазақтың исламды ұстанғандағы жаңағы өзінің ұлттық ерекшеліктерімен бірге өзінің ұлттық танымымен, ұлттық санасымен ұштасқан исламның несі, енді ислам түрі деп айта алмаймын, синтезделген моделі деп айтуға болады. Өйткені қазақтың мұсылманшылығы басқа мұсылман халықтарынан өзгеше, өте толерантты, басқа мәдениеттерге де өте жаңағы бейтарап немесе байсалды қарайтын мәдениет. Осы уақытқа дейін қазақ даласында ешқандай радикалды ағымдардың, радикалды көзқарастардың шықпауы соның себебі. Яғни орта ғасырдағы. Иә, орта ғасырдағы. Сол үшін қазақ, жалпы түркі тайпаларының, кейінгі қазақ тайпаларының, қазақ болған кезде исламда едік біз, кейін жедел түрде қабылдау себебі, мен ойлаймын, сол монотеистік сенімде болды барлығы. Содан жаңағы қалбы болды, қаңқасы болды, содан еніп кету, кіріп кету оңай болды. Одан кейін қазақ мұсылманшылығы деген түсінік қалыптасты. Қазақ хандық болғаннан кейін. Ол қазақ мұсылманшылығының өзіндік, қазақ мұсылманшылық моделінің өзіндік ерекшеліктері, өзіндік артықшылықтары бар. Бізге өте қажет нәрсе қазіргі қоғамда өзіміздің қазақ мұсылманшылығы. Енді қазақ мұсылманшылығы деп айтып отырсыз, осы орайда бір сұрақ қойып жіберсем сізге. Бағана Мұхтар аға айтты ғой, мынау басында сіз бірінші салафи ағымның жаңағы мен өкілдерімен дейге араластыңыз. Одан кейін жаңағы артынан экстремистік деп танылған таблиғи жамағат ұйыммен, тағы да басқа ұйымдармен. Бізде енді қазір мысалға көптеген адамдардың осы біз ислам дінінен жеріп жатқанына, көңілі қалып жатқанына, болмаса осы соңғы бірнеше жылдарда енді негізсіз деп айта алмаймыз, негіз толығымен бар. Өйткені жаңағы бағанағындай импорттық идеологиялар өте көп. Мысалға салафи ағымын алып қараса, ол жаңағы бізге араб даласынан келді. Таблиғи жамағат идеологиясын алып қараса, ол үнді субконтинентінен келді. Бұлардың барлығы жаңағы діни тұрғыда ешқашан тұрақты болмаған, жаңағы араласып құраласып жатқан үнді субконтинентінде жаңағы индуизм мен ислам дінінің арасындағы енді ұрыс деген ол ғасырлардан бері келе жатқан, тіпті әлі күнге дейін шешілмей отырған мәселелердің бірі ғой. Мысалы Кашмир әлемдегі жаңағы әлі қызыл нүктелердің бірі, былайша айтқан кезде. Араб даласын айтсақ, ол да өз алдына жаңағы сунниті бар, шииті бар, басқасы бар. Діни тұрғыдан болсын, ұлттық бірегейлік тұрғысынан болсын, жаңағы әлі тұрақтала алмаған аймақ қой енді таяу шығыс. Сондай жаңағы жерлерден келген түрлі импорттық идеологиялар бар. Әлі өкінішке орай кейбіреулеріне біршамасын әлі де тыйым салынбаған. Осы себепте жаңағындай қалай ойлайсыз, осы идеологиялардың жаңағы жаңғырығы біздің қазақ мұсылманшылдығын өзіңіз айтып отырғаннан басым болып тұрғандықтан ба, осы біздің ұлттық жаңағы рухани платформамыз таба алмай жатқанымыз? Иә. Өте жақсы сұрақ, және қоғамда болып жатқан негізгі діни мәселелерді де қамтып кететін сұрақ. Жауап ретінде біз айтуға болады, қазақ мұсылманшылығын ұстай алмай жүргеніміздің негізгі себебі кешегі тәуелсіздіктен кейінгі вакуумдық кезеңдерде сұранысқа ие кадрларды дер кезінде дайындап бере алмауымыз болды. Ол кадрлық мәселе енді. Кадрлық мәселе. Екінші, исламофобияның қоғамда көбейіп кетуі немесе исламнан халықтың жеріп кетуінің басты себебі өзіміз мұсылмандардың, ислам танушылардың араб мәдениетін ислам мәдениеті ретінде таныстыру болды. Ең үлкен қателік астын сызып қатты қалың бояумен сызатын ем, қызыл бояумен қайта сызатын ем. Араб мәдениетін ислам мәдениеті ретінде таныстыру қазақ қоғамын қазақ қоғамдағы исламофобияның үдерісін белең алуына себеп болды. Негізгі фактор. Өзегі сол. Оны алып тастаса бәрі кетуі мүмкін. Басқалардың бәрі жанама себептер. Ол өзекті алып тастаса, қалған шиқанның өзегін алған сияқты ол жара жазылуы мүмкін. Өйткені біздің қоғамда жаңағы не үшін олар араб мәдениетін ислам мәдениеті ретінде түсіндірді? Барлығы араб елдерінде оқып келген діни кадрлар болды. Сондықтан олар араб мәдениетін өздерінің тыңдайтын жамағаттарына, өз аудиториясына ислам мәдениеті ретінде түсіндірді. Соның негізінде біздің қоғамда, өздеріңіз білесіздер, кез келген мешіттің айналасына барсаңыздар, үндістандық, пәкістандық, арабтық ұлттық нақыштағы киімдерді киген, тақиядан бастап сатады, дүкенде сатады. Сол жақтан алып келеді. Оны еще не деп айтпайды, жаңағындай бір пәкістандық киім деп айтпайды, сүннет киім деп айтады. Қателік сол жерде. Сүннет киім деген қандай киім? Сүннет киім дегеніміз өзіңе ыңғайлы пайғамбарымыз киген сол түстегі киімдер. Міндетті түрде ол ұлттық ерекшеліктердегі киім болуы тиіс емес. Мысалы біз қазақ мұсылманшылығын айтып отырғандықтан, қазақ үшін біз сүннет киім ата бабаң киген шапан мен кең дамбал шалбар, тақия,
аяқ қалпақ деп айта аламыз. Қазақ үшін киім сол, сүннет киім сол. Не үшін? Өйткені қазақ исламды қабылдаған кезде, сол кезде ғұламалар немесе сол кездегі ислам өте ғұламалар жаңағы қазақтың мәдениетін, ол киім үлгісін жоққа шығарған жоқ. Қазақ салт дәстүрін, әдет ғұрпын, күй өнерін жоққа шығарған жоқ. Әлі күнге дейін, осы күнге дейін исламды қабылдағанымызға ресми түрде 12 ғасыр болса, 962 жылдан бері 12 ғасырға кетіп отыр. Сол кезден бастап дәстүрлеріміздің, ұлттық құндылықтарымыздың сол кезде қолжазба деректерде, анау Орхон Енисей жазба деректерінде қалай аталып тұр, солай аталып келе жатқанның өзі дәлел болады исламның қазақ дәстүрін, түркі халықтарының мәдениетіне ешқандай қысым жасамаған. Енді кейбіреулеріне жасаған шығар, кейбіреулеріне алғашқы кезеңде. Ал домбыраның, басқа да салт дәстүрдің осы күнге дейін ауылдағы отқа май құюдың өзін жалғасып келудің өзі исламның бастапқы кезде бірінші қазақ халқы, түрік халықтар исламды қабылдаған кезде бейтарап қарағанын білдіреді. Ол әлі күнге дейін жалғасып келе жатыр. Мен оңтүстіктің баласымын деп айттым. Беташардан кейін әлі күнге дейін табалдырық аттаған кезде жас келінге отқа май құйғызады. Ол тәңірлік сенімдегі, шаманизмдегі жаңағы өмірің майдай тегіс болсын, майдай жаңағы жеңіл болсын деген мағынадағы ырым. Ол жақсы ырым, ол әлі күнге жалғасып келе жатыр. Оны жоққа шығару мүмкін, бірақ одан тұрған ештеңе жоқ. Бірақ исламдағы сенім бойынша адамның негізгі ниеті, жүректегі, көңілдегі негізгі түпкі мақсат ниеті есепке алынады Құдайдың алдында, Алланың алдында. Қалғаның барлығы адамдардың сөзі мен әңгімесі ғана болып қала береді. Сондықтан мен айтатын едім, әріптестерім ислам танушыларға, басқа да дін танушыларға араб мәдениетін ислам мәдениеті ретінде таныстыруды қою керек. Соның негізінде қазір бізде исламофобия көбейіп жатыр. Сол үшін мына Мұхтар ағамыз сияқты ағалардың көкейінде жүрген кеңістік, вакуумды біз әлі толтыра алмай жатырмыз. Кеңістік, вакуум тұр, біз оны толтыра алмай жатырмыз. Басқа толып кететін. Басқа нәрселер келіп толтырып кетіп жатыр. Басқа толып кететін болды ғой. Біз басқа нәрсемен толтыра алмай жатырмыз. Ол өзіміздің минусымыз, өзіміздің яғни бұл жерде кінә ислам танушы мамандарда жатыр ғой, былайша айтқан кезде. Ислам танушы мамандарда жатыр. Олар дұрыс исламды насихаттап жатқан жоқ. Оның үстіне қазақы мұсылманшылық дұрыс насихаттап жатқан жоқ. Оның үстіне біз исламды емес, өзіміздің түркі халықтары ұстанған қазақы мұсылманшылықты, түркі мұсылманшылығын насихаттау керек. Бізде дәстүрлі діни мектептер болды. Болмады емес, болды. 30 жылға дейін ол өкілдері жалғасып келді. Кешегі 90 жылға дейін кейінгі соңғы өкілдері жалғасып келді. Біз өкінішке орай олардың мектебін әрі күнге дейін зерттеу мәселелерін, қарастыру мәселелерін ойға да алған жоқпыз. Тек атаулар ғана, ақындар, ишандар деген атаулар бар, бірақ кешенді түрде зерттеу әлі күнге дейін жоқ. Бізде қазақтың өзінің дәстүрлі діни мектептері болған. Бізге басқа жақтан жаңағы үнді субконтинентіндегі, Пәкістан субконтинентіндегі, Мысырдағы мектептердің қажеті жоқ. Өкінішке орай енді ол да керек нәрсе шығар. Сол жақта оқып келген мамандар сол жақтың мектептерін әкеп, жаңағы жүйелерін әкеп сіңдіріп жатыр. Соның негізінде біздің қоғамда жаңағы Мұхтар ағамыз сияқты нала, көкірегі налаға, жан дүниесі налаға толы. Сендер не үшін өзіміздің қазақ жазирасынан шыққан ата бабаларымызды айтпайсыңдар? Не үшін айдаладағы арабты айтасыңдар? Деген орынды сауалдар, орынды ұсыныстар, орынды сыни пікірлер туындайды. Ол өте орынды. Оған жауап бере алмай жатқан кінәнің барлығы өзімізде, ислам танушыларда. Мен ойлаймын, бұл да бір Құдайдың бізге, Алланың берген мүмкіндігі шығар. Сендер бір жақты кетіп қалыңдар, турланыңдар, дін білмейсіңдер әлі деген сияқты нәрсе да. Мен ойлаймын, алдағы уақытта исламданушылар, әріптестер барлығы осы нәрселерді елеп ескеріп, өзіміздің бір бағытымызды қалыптастырамыз. Әлі осы Мұхтар ағамыз сияқты көкірегінде жаңа кеңістігі бар, діни идеологиялық кеңістігі бар. Бір нәрсе іздеп жүрген, шындықты ақиқатты іздеп жүрген адамдарды әлі күнге дейін түсіндіре алу мүмкіндігіне ие боламыз деп ойлаймын. Оған бірақ уақыт керек. Ал енді исламда шындықты іздеу тоқтамайтын үдеріс. Сондықтан да шариғаттан кейінгі исламдағы рухани екінші жол тарихат деп аталады. Ол жол. Жолға түскен адам Құдайды табады, жолдан шыққан адам Құдайды таппайды. Жолға түсіп Құдай тапқан жоқ, Құдайды таппаған жоқ, жолдан шығып Құдай тапқан жоқ деген собақты тәлім бар. Сондықтан міндетті түрде адам белгілі бір жолды, ақиқатты іздеу барысында белгілі бір жолды түсу керек. Мен оны жоққа шығармаймын. Өте дұрыс Құдайды таныған. Өйткені исламда иман өзі тақлиди, тақиқи деп екіге бөлінеді. Тақлиди ерме иман, тақиқи шынайы иман. Жаңағы Құрандағы қиссаны білесіздер, Ибрахим пайғамбар Құдай өзіңді көрсетші деп айтады. Сонда Құдай не үшін мені көргің келіп тұр? Ата-бабаң бәрі мұсылман болды, пайғамбар болды. Маған күмән келіп тұрсың ба деп айтады. Жоқ, олакин татмайынна қалби. Жүрегім тынышталу үшін, жан дүнием тынышталу үшін. Жаңағы сіз айтқандай, ішімдегі жаңағы кеңістік толу үшін деп айтады. Сол кезде құстардың бәрін алып кел, тауға бөлшектеп апар, ысқырған кезде саған қайтып келеді деген әңгімесін айтады Алла тағала. Сонымен қайтып келеді. Сонымен осы
оқиға тақиқи иманның да бізге керек екенін білдіреді. Шәкәрім да, Абай да бұл иманның түрлерін айтады. Кейіннен бұл жаппай исламдан үдеріс басталып, мұсылмандардан кейін мұсылман әулетінде туылған балдардың қайтадан мұсылман болып кетуінен тақлиди иман дұрыс па, бұрыс па деген ислам ақидасында, ислам теологиясында сондай сұрақтар пайда болды да, сонымен тақлиди иман дұрыс деген пәтуа шешім қабылдағаннан кейін ислам ғұламалары арасында тақлиди иман дұрыс болып кетті. Ары қарай негізінде тақиқи иман, шынайы иман, және адам сол тақиқи иманға ие болу керек. Яғни адамның шынайы иманы нағыз құнды иман, ол өзің ізденістен кейін келген иман дейсіз ғой. Ізденістен кейінгі иман, ерме иманнан гөрі ізденістен кейін туындаған иман өте Құдайдың, Алланың алдында абыройлы иман. Өйткені кез келген адам дүниеге келгеннен кейін ислам тәлімінде де сондай. Құдайды ақылмен іздеп табу керек. Матуриди ақидасы бойынша. Ақылмен іздеп табу керек. Ақыл, сау ақыл Матуриди танымында Құдайды танудың негізгі өлшемі бола алады. Ол жаңағы Құран хадистен кейін бөлек оны айтпай қойған өзінде. Біз енді пікір алмасып жатырмыз ғой. Сондықтан сау ақыл, ақылдың өзі Құдайды танудың негізгі өлшемі бола алады. Негізі адам, пенде Құдайды ақылмен тану керек. Еріп емес ешкімге. Енді осы мен құсап іздеу керек та жаңағыдай. Анауысынан болса анаған бару керек, анауысынан болса. Енді осы жерде бір маңызды тағы бір тақырыпты қозғап өттік деп ойлаймын. Жаңа айтып отырсыз ғой. Ең негізгі фактор ол біздің жаңағы ислам танушы мамандардың араб мәдениетін ислам мәдениеті ретінде насихаттау деп. Ислам танушылар болғанда, ислам танушылар енді маман ретінде айтып жатырмын өзім. Жалпы мұсылмандардың жалпы дін насихаты сол бағытта жүргендіктен деп отырсыз ғой. Сол бағытта жүргендіктен. Импорттық идеологияны алып келіп бізге енгізуге тырысқандықтан. Енді осы жерде мынандай бір сұрақ қойғым келіп отырды. Мұхтар аға, сіз қалай ойлайсыз? Енді былай өзім анализ жасап отырып байқаймын да, көбінесе енді бізде бағана айтып отырмыз ғой, осындай импорттық идеология болды деген сияқты. Бірақ мынандай да көзқарас бар. Жалпы ислам дінінің өзі, оның генеалогиясында, оның түпкі болмысында ол арабтандыру инструменті деген көзқарасты да айтатын адамдар бар. Енді былай да бар, енді тек қана араб жазирасынан келген кейбір идеологиялар бар шығар, бірақ діннің өзі нейтралды деген сияқты. Сіз осы алғашқы пікірмен келісесіз ба? Ислам дінінің өзі болмысында жаңағы арабтандыру инструменті деген пікірмен. Енді осы бір әлеуметтік желілерде көптеген нелер жүрді жаңағы жазу. Мысалы үшін мына карфагендіктер араб болмаған, баяғы Ганнибалдың елі, олар исламды қабылдап араб болып кетті. Египеттіктер араб болмаған, ар жағында туаректері бар, ар жағында Мароккосы бар. Оның бәрі тіпті қарап отырсаңыз сол араб жаулап алуынан кейінгі жағдайдан кейін ол не болып кетті дейді. Бәрі арабтан, тілдер арабтан кетті. Міне қарапайым өте сұрақ, жауап. Мен оған жауап беретін кешіріңіз, сөзіңізді бөлгенге мен жауап беретін. Мүмкін олардың арабтанып кетуінің басты себебі сол жаңағы арабтануға қарсы өз ұлттық ерекшеліктері, соған жауап бере алатын өздерінің бір жаңағыдай идеологиялық бір нәтижелері, жемістері болмаған шығар. Мүмкін біздің арабтанып кетпеуіміздің әлі күнге дейін 10 ғасыр болды ғой. Біздің мықты жаңағы танымымыздың, салт санамыздың, дәстүріміздің болғандығынан. Алдындағы да жаңағы монотеистік деген монотеистік. Мүмкін олар ерме болған шығар. Оларда олардың иманы жаңағы тақлиди иман болған шығар. Тақлиди иман болған шығар деген сияқты ерме болған шығар. Сол ермеліктің нәтижесінен арабтануға бейім болып мүмкін да. Мен егер Құдайдың алдында да Алланың алдында араб болсам абыройым артады деп ойлайтын адамдар бар. Құдайдың алдында мен араб болсам абыройым артады, араб болсам намазым тез қабыл болады деп түсінетін мұсылмандар бар. Мүмкін сондай ойда олар араб болып арабизация ол төңіректе солтүстік Африкада белең алып кеткен шығар мүмкін да. Ал біздің арабизацияланбауымыздың басты себебі исламды дін ретінде, сен ретінде қабылдап, және сонымен қатар ол арабизацияға қарсы тұратын өзіміздің ұлттық санамыздың, салт дәстүріміздің болған шығар деп мен ойлаймын ислам танушы ретінде. Оған жауап біз әлі күнге дейін араб таныған жоқпыз. Бір осы жерде концептуалдық мәселе бар. Жаңа сіз айттыңыз ғой, көкірегінде пайда болған ақиқатты іздеудің барысындағы вакуумдар пайда болады деп та. Жалпы мен өзім енді негізгі мамандығым экономика менеджментті тәмамдап, қызыл дипломға аяқтап, өз күшіммен сол шетелде 2 жыл болып, басқа жаңағы парсыдан неден келдік дейді. Қарапайым бір логикалық бір сұрақ болды да. Мысалы Португалияда мына көйлек дегенді камизола дейді. Сабын дегенді сабаун дейді олар. Сонда қарап отырсаңыз, енді оның логикалық жолы қалай барды десеңіз, оған ол сөздер бізден барғаны белгілі. Ол ұлы жібек жолы деген жауап, сауда жолы деген жауап шығады. Ал енді мынандай сұрақ туады. Сонау 9000 шақырым жердегі Португалияға қазақтың сөзі барып жатқанда жібек жолымен
дәл сол жібек жолымен араб жартылай түбегіне қазақтың сөздері баруы мүмкін емес па деген логикалық сұрақ та, бұл жерде аналогия. Сосын мен ойладым, әбден мүмкін деген өзіме өзім жауап бердім. Сосын мына жерде бір кішкене айта кетсем, бағана бір сөзде айттым ғой, жалпы сенімді концептуалдық негізде ізденіп жатырмын мен өзім. Мысал үшін жаңа Тоқтар ағалар, басқалар ол кісілердің сенімінде белгілі бір дайын бір сұлба бар шығар, бар да. Мысал үшін да, мәселе сіз оны сол күйінде қабылдайсыз ба, жоқ өзіңіздің призма арқылы қабылдап көріп барып қабылдайсыз ба деген. Менде ең қарапайым мынандай сұрақ пайда болды. Мысал үшін міне ең қазіргі көп айтылып жүрген Аллах разы болсын деген сөз. 30 жыл бұрын ол сөз болмаған. Біздің ата бабамыз ешқайсысы Алла разы болсын деген сөз айтпаған. Енді сізге былай қарапайым логикалық ең қарапайым нәрсемен айтатын болсақ, жалпы мен бұл діндегі аналарға қапа болғаным, яғни мынандай субъективті көзқарас деген нәрсе бар ғой. Жаңағыдай мен отбасыма жаңағыдай жағдай болғаннан соң, аналардың бәрін көргеннен соң, сосын жаңағыдай басқа жағдайлармен мен бір субъективтік оймен анаған қарсы ішімде пікір қалыптасып, соның орнын өзім ішімнен шығарып тастаған соң вакуум қалыптасты. Енді сол вакуумды дұрыс не болмағандықтан толмай жүрді деп сіз айттыңыз ғой. Бұл вакуумның пайда болуына негізі концептуалдық өзімдегі логикалық ізденістер болды да. Мысалы, ең қарапайымы Алла разы болсын деген сөз. Мысалы, қараңыз, мен қалтамнан қазір $200 шығарып, сізге $100 берсем, сізге $100 берсем да, мысалы үшін хадия, сыйлық сізге риза болдым десем, мысалы үшін сіздің өзіңіз ұстау моделіңіз былай болуы мүмкін. Алғыс, рахмет үлкен аға, жақсы, жарайды, сіздің неңізге бір отырып жаңағыдай шай-пай ішіп, үйге бір сыйлық апарармыз деп бір қазақтың азаматы ретінде сіздер разы болуыңыз мүмкін. Қуанасыз. Дұрыс қой. Неге қуанасыз? Өйткені ол сіз үшін күтпеген жағдай болды. Ал мен сол сіз өткен апта ма қашан маған хабарласып осы немізге осы подкастымызға келіңіз деген кезде мен ойымда артық $200 бар еді, соны Қанекеңе, біреуін Есекеңе сыйлайын енді. Қазақтың азаматтары ғой деп ойлаған кезде сіз егер бәрін білуші болсаңыз, мен разы болмайтын едім дейсіз. Сіз разы болмайсыз. Өйткені біліп отырсыз, мен қалтама салдым, банкоматтан шештім. Бергеніңіздің өзі менде ешқандай эмоция тудырмайды. Эмоция тудырмайды сізде. Өйткені сіз біліп отырсыз оны. Разы болу деген нәрсе сіз күтпеген жағдай орын алғанда. Мысалы үшін сіздің кішкентай балаңыз үйде сурет салып отыр. Жақсылап бірдеңе сурет салды, астына әке туған күніңізбен, сізге зор өмір байлық, жақсы денсаулық тілеймін деп жазды. Сөйтіп туған күніңізде ананы 1 ай бойы жасап әкеліп еді, сіз қуандыңыз. Ал егер сіз бәрін біліп тұратын болсаңыз, сіз қуанбайсыз, білесіз. Ал егер сіз оған өтірік қуанатын болсаңыз, онда сіз жасандылыққа жол бергеніңіз болады. Жасандылыққа жол беруді не дейді дінде? Мунафиқ дейді. Дұрыс па? Дұрыс қой. Сонда бұл кісілер жаңағы жаратушы бізге разы болады деу арқылы жаратушыны білімсізге апарып отыр да. Түсіндіңіз ба? Онан кейін былай дейді, Аллахтан қаһар келсе, енді бүкіл дүние иненің көзінен өтіп кетеді деген секілді. Осы сопыларда, басқаларда нелер бар ғой, жалпы осы айтылады. Қаһарлану деген процесс та, ашулану деген процесс. Ашулану дегеннің өзі негізі дәрменсіздіктен туындайтын процесс ол. Мысалы үшін, мен сізге, қазір сіз менің ойыма тура келмейтін нәрсе айтып жатсаңыз, мен сізге ашуланып, бір жаңағыдай эмоция көрсетуім мүмкін. Неге? Өйткені мендегі құдірет күшті болса, мысалы үшін сіздің миыңыздың пульті менде болса, маған ұнамайтын нәрсе айтып жатқан кезде бүйтіп, ананы былай баса қоямын да пультті. Сіз маған ұнамайтын нәрсе айта бересіз. Егер менде құдірет болса, мен ашуланбаймын. Ал егер менде құдірет болмаған соң, мен ашуланамын. Түсіндіңіз ба? Негізі ашулану деген нәрсенің өзі дәрменсіздіктің көрсеткіші. Иә. Ал бұлар айтады, Аллахтың қаһары келеді дейді. Сосын мен айттым, бұлар Құдайды жалпы былай ғой, адамда ойлау мынау жүйесі, прототипті ойлау жүйесі бізде. Мысалы қарапайым нәрсе, шприц, укол саламыз ғой жаңағы. Оны біз қайдан көрдік? Жыланның тісінен, немесе ана скорпионның құйрығынан көрдік та, сөйтіп дәрін салып жіберсек болады екен ғой дедік. Мысалы ұшып жүрген ұшақ, біз ана көбелек құстарды көрдік та, сөйтіп ұшсақ болады екен деп баяғы ана ағайындар айт дегендер қанат байлап бірдеңе қылып ұшты. Қарап отырсаңыз, бұл қарапайым нәрсе. Бұлар не жасап отыр да жаңағы жерде? Құдайға адамның прототипін беріп отыр. Құдайдың ашулану. Жалпы былай дейді. Бір сөз бар. Ашуланып тұрып шешім шығарма дейді. Қуанып тұрып сөз берме дейді.
Өйткені мысалы мен қуанып тұрсам, сіз айтсаңыз аға мына тірлік тындырып тастаңызшы десеңіз, мен көңіліңізді қимай болды, інім қатырам есеке деймін. Бірақ ертең эмоциям басылғаннан кейін ойланамын. Сөйтіп қайтып былай артқа шегінетін бір жол керек еді, өтірік сылтау табу керек еді деп бірдеңені шығарамын одан кейін. Түсіндіңіз ба? Өйткені мысалы мына тепе-тең жол дейтін болсақ, мынаны адамның мысалы қазақ айтады ғой, үйрен де жирен дейді ғой кез келген нәрседен. Иә? Сол сияқты үйрен, мына жағыңыз үйрен болса, мына жағыңыз жирен болса, соның ортасындағы мына тепе-теңдік жолы. Қытайлар айтады, адамды қуану да тепе-теңдіктен шығарады, ашулану да тепе-теңдіктен шығарады дейді. Яғни қуанып тұрған адам, оның уже ойлау жүйесі, гормондар, мына жақтағы нелері объективті емес ол. Иә. Сол секілді бұлар Құдайға объективсіздік берді дедім мен. Өзімше не жасадым. Енді қарапайым нәрсе. Қиямет қайым деген сөз. Яғни адам барзах әлеміне барады, онан кейін қайта тіріледі, онан кейін мизам таразысында адамның жақсылық жамандықтары таразыланады, онан кейін ғамал кітабы беріледі, онан кейін сырат көпірінен өтеді. Тіпті соның бәрінен өтіп жәннатқа кішкене кіретін адам жаңағыдай дандайса дейді, ана дозақ періштелері сен анаған кірмейді екенсің, сен орның дозақ екен деп алады, ана жаққа лақтырып жібереді деген сондай баяғыда сәләфи жігіттер айтатын. Енді оны қаншалықты бұл мен жаңа діннің ішіндегі нәрсені айтқым жоқ та қазір, анау ішіндегі тарихи басқа. Өйткені бұл нәрсенің бәрі таласыла береді. Ана кісі ананы келтіреді, мына кісі мынаны келтіреді. Дәл кісі мына кісінің айтқан сөзін қазір дәл осы діни басқарманың өзінде жүрген біраз адамдар басқаша айтуы мүмкін. Мысалы да, мен сәләфи, шиға болмаса жаңа кімдерді айтпай бармай-ақ қояйық. Иә. Ең қарапайым нәрсе, қиямет қайымда адамды таразыға салады дейді. Енді қазақта бір сөз бар, күлме досқа келер басқа деген. Мысалы үшін сіздің бір жеріңіз жыртылып тұрса, мен күлсем, сол ертең бір күн мен бір сол жеріме шығады, сол қайтап маған келеді. Болмаса біреуге ор қазба, өзің түсесің деген қазақтың сөзі бар. Яғни мен сізге ор қазып едім, өзім түстімде өліп қалдым. Өзім жазамды көтердім ғой. Көтердім ба? Көтердім. Ал енді сұрақ туындайды. Жазасы өтеліп, мынау дүниенің өзі Тәңір деген ұғымда мен ойлаймын да, бұл теңгерімді дүние. Жалпы бұл менің түсінігімдегі Тәңір деген сөз ол энергия. Энергия. Білесіз, мектеп курсында айтады, энергия деген нәрсе жоқтан бар болмайды, жойылмайды. Және жойылмайды. Тек бір формадан екінші формаға ауысып отырады. Иә. Менің түсінігімде бұл Тәңір деген былайша айтқанда энергия, және біз қазақ атамыз бұрыннан енді басқа мынау шеттің идеологиясы келмей тұрғанда біз ишарамен түсінетін болғанбыз. Мысалы үшін қалай ол? Бір жолға шығып еді, ана жерде бұтақ сынады. Атына міне беріп еді, бұтақ сынады. Сөйтіп ол ойлайды, белгі. Значит, мынау жолмен жүрме деп маған белгі берді ау. Мен мына жолмен жүрейін дегендей да, ишарамен түсінеді. Ал енді ишарамен түсіну деген нәрсе діннің өзінде де айтылады. Қалай? Абыл-Хабылды өлтіріп, мәйітін не істерін білмей көтеріп жүргенде, қарға-қарғаны өлтіріп, жерге көмген кезде, анау жылайды. Мен қарға құрлы болмаппын. Ишара келді ма? Құдайдан ишара келді деп есептейік та. Бұл ислам дінінің несі бойынша, өзінің жаңағыдай қиссасы бойынша. Бірақ сол табиғат арқылы келіп жатқан ишаралар уақыт өте келе сөз формасына ауыса бастады. Сөз формасына ауыса бастады. Ибрахиммен сөйлесе бастады, Мусамен тауға шығып сөйлесе бастады, жаңа Аюб оғымен жаңағыдай нелер арқылы сөйлесе бастады. Жалпы мынау сөз дегеннің қасиеті сондай, ол бір сөзді мың түрлі құбылтып, мың түрлі түсіндіре беруге болады. Ал енді қазақ бұрыннан табиғатпен үндесу арқылы біз мынау былайша айтқанда жаратушы дейміз, Құдай дейміз, Тәңір дейміз, қалай деген атпен айтқанның өзінде былайша жоғары әлем дей берейік. Сол жоғары әлеммен байланысты ишарамен түсіндірген. Яғни байқап отырғанда, мысалы үшін сіздің сөзіңізде, мысалы үшін жаңағы бір-екі сөзіңізде мен ишара байқап қаламын. Сөйтем да ойлаймын, мына кісі мынаны айтты, значит, яғни мен сол жерде бір нем бар екен, сол нәрсе вакуум ба, жаңағыдай бір жерде оғаштық па, ағаттық па, мына жерде эмоцияға берілген жағдай бар екен, мынаны мен анализ жасауым керек екен деген сияқты ой туады. Сол секілді қазақ ондайға не дейді? Ымға түсінбеген дымға түсінбейді дейді. Яғни менің өзімнің жеке ойымда, мысалы үшін бізде мына тәңіршілдік ағымында жігіттер айтады, біз Тәңірге алғыс айтуымыз керек дейді да. Мен ол сөзге өзім қосыла алмадым. Мен көп жаңа тәңіршіл жігіттерге қосыла алмай жүргенім, Тәңірге алғыс айту деген нәрсені мен қосыла алмадым. Неге? Өйткені алғыс күту
немесе былай ғой, алғыс күту, риза болу, жаңа қаһарлану, оның барлығы адами қасиеттер. адами қасиеттер, иә. Ал егер мысалы үшін сіз Тәңірге де Аллаға да алғыс айтпайсыз, мысалы мен алғыс айтамын, соған қарай маған ол артық бірдеңелер бере бастаса, ол эмоцияға берілгеш қарапайым адами пенделік мына нәпсісі бар деген сөз да. Яғни оған мақтағаның жағып жатыр деген сияқты шығады. Иә, баяғыда білесіз, біз кімде-кім отырған кезде Аллахты зікір етпесе, тұрған кезде Аллахты зікір етпесе, Аллах оны қаласа кешіреді, қаласа жазалайды деген сахих хадистер бойынша біз деген мына отырған кезде, әшейін отырғанның өзінде, мысалы үшін сіз сөйлеп отырсаңыз, ла илаха иллаллаху ла хаула ва ла қуввата илля биллахил алиyyil азим, ма ша Аллаху кана ва ма лам яша, астағфируллахил азим аллази ла илаха илля хувал хайюл қайюм ва атубу илейх, астағфируллах деп сөйтіп жаңағыдай деп отыратынбыз да, неғұрлым оны мадақтай беру керек. Сөйтсек ол баяғы диктаторлар өздерінің прототипін жасап алады да, соны Құдайға телейді. Болмаса қарапайым айтады, Құдай бізге анау дүниеде 72 қордың қызын дайындап қойды дейді да. Ал енді қордың қызы деген сөздің өзін жаңағыдай 73 ағымдағы кісілер 73 түрлі түсіндіреді. А біреулер тіпті айтады, ол 73 түрлі қыз деген ол қыз емес, ол 73 кітап, ғаламның тылсым кітабы деген сөз ол. Сен оны түсінуге миың жетпейді. Яғни оны аллегория қылып түсіндіру керек дейді ғой. Дейді. Бір кісілер айтады, жоқ, сөзбе сөз, сонда біз не, мына дүниеде қатынға жармадық, ана жақта да жармай жүруіміз керек па деп, ол сөйтіп ойлайды. Әркім өзінің санасына қарай да. Сондай нәрселер жиналған кезде жаңағыдай өзіме ең бірінші жаңағыдай анау дүниеге барғанда есеп қисап деген. Мысалы үшін бір не бар? Аят бар. Былай дейді, ешкімнің күнәсін көтермейді дейді. Әркім өзіне жауап береді дейді. Дұрыс па? Иә. Мынау дүниеде ең қарапайым мысал келтірейін. Бір наркоман адам бала туғызса, оның баласының мүгедек жаңағыдай ауытқымалы болып туу ықтималдығы өте жоғары болады. Мысалы 100 наркоманнан туған баланың 80-і мүгедек болып туылады. Дұрыс па? Баланың ешқандай кінәсі жоқ қой. Кінә наркоманда ғой. Дұрыс па? А бірақ ананың күнәсінің кесірінен баласына тиді ғой соның күнәсі. Түсіндіңіз ғой? Сол кезде мен айттым, жоқ, кешіріңіз. Қазақ айтады ғой, алғыс ал, қарғыс алма, алғыс ал дейді. Ал қарғыс алып, қарғыс өтіп кететін болса, 7 атаңа дейін, 7 ұрпағыңа дейін сол қарғыс барады деп, қазақ жаңағыдай анау 40-тың бірі Қыдыр, 1000-ның бірі Уәлі деп көрген адамдар ғой негізі. Сонымен сондай нәрселерден кейін мен өзіме былай деп қорытынды жасадым да, қазіргі адамдардың Құдай туралы айтып жүргендерінің енді ол былай ғой, мысалы үшін мына осы бөлмеде бір ана жерде бір құмырсқа жүр да. Ол құмырсқаға сұрасаңыз, Антарктида туралы айтшы десең, болмаса Джомолунгма деген шың бар Эверест тауында, сол туралы айтшы десең, егер ол шыншыл құмырсқа болса, ол айтады, білмеймін дейді. Дұрыс па? Ал егер аферист болса, ол кетеді уже. Ол деген андай со Эверест деген Құдай ол маған аян берді, ол айтты, сенің әдемі қызыңды маған берсең күшті бала туылады, соған сен 100 жылғыңның бәрін маған бер деп айтты, ондай деді, бұндай деді деп құлағыңызға лапшаны іледі. Білдіңіз бе? Сол сияқты Құдай туралы білем дегендер мен үшін былайша айтқанда енді аферист демей қояйын, бірақ кішкене артық айтатын адамдар деп ойлаймын да. Өйткені болмаса олар айтады, адамды Құранда Жахим деген тозақ туралы, дұрыс па? Әл-Хауия деген тозақ туралы, басқа да тозақтың азаптары туралы көптеген аяттар бар, дұрыс па? Ал енді оны аллегориямен түсіндірмей қояйық, жарайды, өйткені оны тікелей пока айта берейікші, орта саналы адамдар үшін дейік та. Өйткені ана жоғары дәрежедегі кісілер оның бәрін аллегориямен былай әкелгенде өзіңіз не қылып кетесіз, наша шеккендей болып кетесіз. Қарапайым нәрсе. Қазақта бір сөз бар. Мақтамен бауыздау деген сөз бар. Қазақ айтады, таяқ еттен өтеді, сөз сүйектен өтеді дейді. Біз қазақ баяғыда қатты қапа болған, сондай не қылған адамды әй болмағыр дейді. Егер ананың кеудесінде намысы бар адам болса, ана сөзден кейін ол оңала алмай төсек тартып ауырып жатып өліп кететін болған. Міне сондай намыс жаңағыдай. Бір ауыз сөз. Сонда қазақ айтады, таяқ еттен өтеді дейді. Сен оны қамшымен ұр, айтады ғой, зина жасағандарды жүздіре ұрыңдар, анау тас боран қылып өлтіріңдер дейді да. Мысалы үшін да. Болмаса ұрының қолын шабыңдар деген аяттар бар. Оны аллегориялық жолмен емес, енді кәдімгі шариғи фикх бойынша қабылдайық. Өйткені оны
имам Матуриди да, имам Әбу Ханифа да, мынау біздің қазіргі осы ортада қабылдап жүрген ол кісілердің бәрі соны айтады ғой. Мысалы үшін жаңағыдай тасборан қылып өлтірудің ережесі мынадай, ұрылының қолын шабу ережесі мынадай дегендей. Жалпы алғанда сондай нәрселерден жиналып келіп, қарапайым логикалық жаңағыдай неден да мен өзім жеке түйіндік жасадым. Жаңағыдай біреу Құдай туралы білем десе, ол кішкене қателеседі. Өйткені ол тылсымдығы сондай, оның тылсымдығын тылсым деген сөздің өзі жеткізе алмайды. Яғни оны тану мүмкін емес, оған белгілі бір сипат беру мүмкін емес дейсіз ғой. Тем более біз оны когда жаңағыдай адами сипаттармен сипасақ, демек мүлде басқа жаққа кетіп қалдық. Иә. Ал бірақ мүмкін емес дегеннің өзі де бұл жерде мынандай нәрсе да, байқасаңыздар, адам баласы белгілі бір біз үнемі даму үстіндеміз. Мысалы үшін менімен 5 жыл бұрын сөйлессеңіздер, және менің айтқан сөзімді мына қарама-қарсы мына жерде бір жігіт отырып айтатын болса, мен құсап сөйлейтін болса, мен отырып алып айтатыным, астағфируллах, мына ішіне шайтан лағына кіріп кеткен, мына не айтып отыр, мынау күфірге кіріп отыр, қарап отырып, ертең әл жахим хауияға отқа жанған кезде көреміз, мен сені тақта отырып, біз рахаттанып, мәшә Аллах деп бүйтіп сендерге қарап отырғанда, сендер тозақта шыңғырып отырсыңдар, әлі көреміз деп. Астағфирулла, не айтып отыр, мен не ағып келдім мына жерге, астағфирулла, қайтып жүр мыналар деп та. Сондай ойда болатын едім 5 жыл бұрын. Ал дәл қазір осы подкастты көрген мен бауырлар, басқа кісілер де ойлайды, мына Алла адастырған бұны, әлі Алла көрсетеді бұған, әлі төбесінен тас түскен кезде бұған күлеміз деп ойлайды. Бірақ сізге айтайын, қызықты, мынау баяғы қазақтарда енді жаңағы кезең-кезеңмен ислам діні енді дедік, ол тарихтағы бар нәрсе. Енді біздің басымызда не бір мың өліп мың тірілдік қой. Сондықтан әруақ деген нәрсені біз оны мойындаймыз. Қазақ айтқан ғой, әруақ құдай емес, құдайдан былай емес дейді. Қазақ айтады, құдай ұрса оңдырар, әруақ ұрса оңдырмас дейді. Батырлар әруаққа сыйынып не қылады, жаңағыдай жауға шабады. Болмаса әруаққа сыйынып, Жамбыл атамыз ана қырғыздың ақынымен айтысқанда айтады ғой, сіз ана ақынды әдемі жеңдіңіз дегенде, ой тәйірі мен емес қой, Сүйінбайдың әруағы ғой деген. Жамбыл атамыз айтқан, осы ауыз әдебиетінде бар да. Ал жалпы былай дейді, ең үлкен күнә ширк қосу. Мысалы үшін мен сізге сыйынатын болсам, мен сізге табынатын болсам, онда мен Аллахқа ширк қосам, Аллах айтады, инналлаха ла яғфиру ай юшрикун дейма? Яғни кімде кім кешіретін болса, ла яғфиру, мен оны кешірмеймін дейді. Жалпы былай ғой, адамның тура жолға түспеуі мүмкін емес. Яғни тура жол деген ғаламдық балансталған гармониядағы энергия, тура жол дегеніміз. Және сіз соның ішінде жүріп, сол гармониямен өмір сүруіңіз керек. Қазақ айтады, обал болады, жаман болады, ұят болады. Кісінің ала жібін аттама, тіпті жаңа шіркейдің өзін бекерге өлтірме дейді. Деген дейді, ол табиғатпен гармониямен өмір сүрудің жолын қазақ айтады. Ал ондай жағдайда сен адам баласы үнемі ізденісте. Біз 3 жасымызда тасқа табынуымыз мүмкін, 5 жасымызда отқа табынуымыз мүмкін. Жаңа сіз айттыңыз ғой, балиғат жаста мұсылманмын дедіңіз ғой. Балиғат жаста мысалы үшін ислам дінін айтса, исламға табынуымыз мүмкін. Мен секілді 40-тан асқаннан кейін ештеңеге табынбай кетуі мүмкін деген дейді. Ал бірақ дәл сол ізденіс жолы, мен дәл қазір мысалы үшін арабтың Алласы деп айтатын болсам, болмаса да, мысалы сіз айтуыңыз мүмкін, қазақтағы тәңір не, Алла не, ол екеуі бір деп, ол сіз ойлауыңыз мүмкін. Мен ойлауым мүмкін, ол Алла деген арабтың пұты, ал тәңір деген ғаламдық энергия деп мен ойлауым мүмкін. Бірақ сіз де, мен де, сіз бәріміз, біз ізденіс үстіндегі адамдармыз. Біз ізденіп жатырмыз. Ізденіс үстінде біреуге зәбір көрсетпесек, біреуді ұрып соқпасақ, және біреуді айдап салмасақ. Мысалы үшін мынау шиға екен, шиғалар адасушы, кәфір, шиғаның қаны халал деп бір-біріне сүнни мен шиғаны төбелестірмесек, онда тұрған проблема жоқ деп ойлаймын. Сіз Будданың мүсініне табынып жатсыз ба? Ол Будда мүсініне табынып жүрген адам, ол да ізденіс үстінде. Ол бір күні түсінеді өзі. Бір 90-ға келіп па? Өзіне керек жаңағы жолын тауып алады дейсіз ғой. Бір күні тауып алады. Ең бастысы адам баласына зиян тигізбесе, жаңағыдай мысалы мен шариғат бойынша мен Сауд Арабиясында болсам, олар мен басым шауып өлтіріп тастау керек. Неге? Өйткені мен мүртатпын олардың түсінігі бойынша. Дұрыс па? Ал бірақ мен осы исламды қабылдардың алдында маған бүкіл несін былай түсіндіріп, былай болады деп бұндай айтқан адам болған жоқ. Мұсылман болу үшін. Өйткені бізге былай келтірді ғой. Қазақ қоғамын адамгершіл етіп сақтап қалу үшін
жаңағыдай мынау ЛГБТ сияқты бәлелер, болмаса жүргіштік, болмаса маскүнем нашақорлық болмау үшін оның бірден бір жолы ислам діні. Егер адам ислам дінімен жүретін болса, ол намаз оқиды, таза жүреді, және де айналасына мейірімді болады, үйлесімді қоғам орнатуға сеп болады деп біз басында соған не жасадық, акцент бердік. Сөйтіп Қазанат мирас деген Шымкентте қоғамдық қор бар, білетін болсаңыз, жеке қор. Сол қорда біз 2017, 18, 16 осы 3 жылда қателеспесем Әбу Ханифа мәзхабын насихаттау жөнінде жаңағы мемлекеттік дін істері басқармасы мемлекеттік мекемесімен бірге жұмыс жасап, мектептер, колледждерге барып, ана ненің бәрін таратып, имамдарға уағыз оқытып, оны видеоға түсіріп, есебін жасап, жаңағыдай жүгіріп, ей ананы қой, мынаны қой, Әбу Ханифа Матуриди деп бүйтіп жүгіріп жүрдім мен өзім. Осыдан бірнеше жыл бір 4-5 жыл бұрын осыдан. Мысалы, ал ол да менің бір ізденіс жолым еді. Мысал үшін менің қазір былай қараңыз да, былай қарағанда бәріміз енді былай ғой, қазіргі заманда, дәл қазіргі ақпараттық заманда атеизм, деизм, агностицизм секілді ұғымның бәрі ескірді. Оның бәрі ескірді. Актуалды емес. Неге? Өйткені ақпарат заманында біз көріп отырмыз, белгілі бір проекцияның, матрицаның ішінде өмір сүріп жатқанымыз белгілі. Барлық нәрсе ақпараттық жүйелерге негізделген. Ал мысалы мына біздің осы сөйлесіп отырған жан деген нәрсеміздің өзі, ол былайша айтқанда электр тоғы біздің бойымыздағы импульс. Ол импульс кеткен кезде мынау денедегі не кетеді? Жан шығып кетеді, жан кетеді. Сосын оның ар жағындағы формасын енді мен білем, ол былай болады деу, жаңа құмырсқаның Антарктиданы білем деу сияқты болып кетеді енді ол. Оған барып келген ешкім жоқ негізі. Негізі да, дұрыс па? Ал енді жаңа аңыз қиссаларда, конечно, айтылады, әрине жаңағыдай осындай болған екен, мынандай болған екен. Ал біз егер прагматик болатын болсақ, жаңа критерийлерге салатын болсақ, өзіміздің логикалық жолмен, онда белгілі болады жаңағыдай не екені. Сонымен мына ненің жібін жоғалтқандай болдым, сіздерді кішкене шаршатып жібердім ба? Енді Қанеке өзіңіз былайша айтқан кезде енді бір түйін жасайтын болсақ, осы айтылғанның біздің көбінесе мысалға дінде Құдайға қатысты айтылып жүрген сипаттар болсын, басқа да дүниелер болсын, логикалық тұрғыдан қараған кезде орынсыз дейсіз ғой, былайша айтқан кезде. Иә, көпшілігі орынсыз деп айтар едім. Қанеке, сіз не дейсіз мысалға? Айтып отырмыз ғой, енді бұл да қазір көп талқыланып жатқан дүниелердің бірі ғой. Мысалға, егер Құдай шынымен де құдіреті шексіз болатын болса, ол неге қаһарланады? Ол неге жаңағы оған күнә жасауға мүмкіндік бермей тастамайды? Неге бәрін бірден мұсылман қылып тастамайды? Неге бәрін практикалық мұсылман қылып тастамайды деген сияқты мысалы сондай сұрақтар бар. Неге ол разы болады деген сияқты. Сол жағынан өзіңіздің өте жақсы, ол бүгін қоғамда өте актуалды. Өте бәрі қоятын, бәрін көкейін қозғап жүрген, мазалап жүрген сауал. Ең бірінші біз жаңа жүйемен алып келетін болсақ, жаңа мен адастырды дегенді айтып қалдыңыз ғой. Менің ойымша мен сізге жауап беретінім соған. Сізді Құдай адастырған жоқ, сізді ақиқатқа алып келе жатыр Құдай. Жаңа эволюциялық ізденіс. Иә, барлық осы көріп отырған көрермендерге де сол сұрақты мазалайтын, жан дүниесін мазалайтын көрермендерге де, бауырларыма да, қазақ бауырларыма да айтатын едім. Сізді Құдай адастырған жоқ, Алла адастырған жоқ, бәлкім сізді неге алып келе жатыр? Ақиқатқа алып келе жатыр. Сіздің жаңағы кішкентай кезінен бастап құлшылықтар, ғибадатты орындап келе жатқан адамнан ақыреттегі абыройыңыз, дәрежеңіз жоғары болуы мүмкін. Егер шынымен ақиқат табатын болсаңыз. Сондықтан Құдай мені адастырып жатыр деген түсінік болмау керек ешкімде. Құдай мені ақиқатқа бастап келе жатыр деген қуаныш сезімі болу керек менің ойымша. Мен оны мұсылман, исламтанушы ретінде айтып отырмын. Сосын жоғарыда айттыңыз, Алла разы болсын деп айтады деген сөзді айтады деді. Ол қазақта кейіннен қалыптасқан, кейіннен бізге жаңағы 90 жылдардан кейін жаңағы дін оқып келгендер немесе сол жақта дін қатты негізгі өзек ретінде қоғамда насихатталып кеткеннен пайда болған, белең алып кеткен сөздер. Ол өте рас. Кейіннен қазақ қоғамында, қазақтар арасында кейіннен пайда болған сөз. Кейіннен ол біз байқадық, кейіннен түсірілген тарихи киноларда да сондай сөздер айтылып жүрді. Ол Алла разы болсын деген сөз тілек мақсатында айтылады исламда. Ешқашан ол Құдай міндетті түрде Алла оған разы болып қойды, разы болады деген мақсатта айтылмайды. Хабарлы сөйлем ретінде айтылмайды, ол хабарлы мақсатта айтылмайды, дұға тілек ретінде айтылады. Оған Алла разы да болмауы мүмкін. Керісінше ашуланып отыруы мүмкін оған, өзіңіз айтқандай.
екіншісі құдайды не үшін адамдық антропоморфтық сипаттармен сипаттайды деген. Бізге ең бірінші түсінетін нәрсе философиялық тұрғыдан қараған кезде Құранда Алла тағала Құранда сөйлеген кезде, араб тілімен сөйлеген кезде Құранның тілі ол адамның тілі. Құранда кез келген құдайлық сипаттар болсын, Алла өзінің қасиетті ақыреттік сипаттардың барлығын адамның деңгейінде әңгімелейді, құдайлық деңгейде емес. Өйткені жаңа Мұхтар ағамыз айтты, ол құдайлық деңгей ол өте жоғары деңгей бізден де, біздің жаңа энергиямыздан жоғары деңгей. Біз жетпей түсіне алмаймыз ғой. Біз танып жете алмаймыз, біздің энергиямыз оған жетпей күйіп кетуі мүмкін. Сондықтан Құранда Алла тағала өзіне қатысты сипаттарды, өзін немесе ақыреттік болашақтағы болатын оқиғалардың барлығын адамның деңгейінде әңгімелейді. Оны ең бірінші біздің түсінетіміз нәрсе сол. Егер оны біз құдайлық деңгейде әңгімелеген кезде, бәлкім бұл дүниеде санаулы ғана мұсылман болатын еді. Яғни мысалы қаһар деген сипатты айтатын болса, Алла разы болсын деген мысалға, етістікті мысалға Аллаға қатысты қолданатын болса, бұл яғни Аллада осындай сипаттар немесе эмоциялар мүлде болмайды дегенде мүмкіндік бар ма сонда? Болуы мүмкін. Мен нақты айта алмаймын, өйткені Құран жаңа тәпсірінде біз нақты осындай болуы мүмкін немесе болмауы мүмкін деп айта алмаймыз. Енді исламдағы ең негізі бізге ой еркіндігін беретін тәпсір саласы, тәпсірдегі біз болуы мүмкін деп қана айта аламыз. Болмауы мүмкін деп айта алмаймыз. Ол болуы мүмкін. Сол мақсатта ол Құранда Алла тағала оны адамдық деңгейде әңгімелеген, құдайлық деңгейде емес. Енді мысалы бағана айтып отырмыз ғой, Мұхтарға сіздің түсінігіңіз бойынша бұл әлемнің өзі балансқа, теңгерімге негізделген. Адам не істесе де бағана қазақ алғыс алма, қарғыс алма алғыс ал деген сияқты осы дүниеде көреді дейсіз, сіздің түсінігіңіз бойынша. Яғни ол дүниедегі есеп қисап орынсыз. Орынсыз. Мен оны былайша мойындамаймын өз басым. Жеке басым мойындамаймын оны. Сіз не дейсіз? Есеп қисап, мен мұсылман ретінде есеп қисаптың болатынына сенемін. Ол болу керек нәрсе. Өйткені Алла бұл дүниедегі барлығына еркіндік берген. Сол еркіндік шеңберіне байланысты мүмкіндік шеңберіне байланысты әркім сол өзінің бұл дүниеде тайраңдап еркін істеген әрекеттеріне жауап беру керек. Әділеттік сонда орнайды. Әділеттік сонда болады. Міндетті түрде бұл қазір болатын исламдық таным бойынша бұл дүниеде болатын нәрсе емес, есеп қисап алда болатын нәрсе. Яғни исламдық түсінік бойынша адам бұл дүниеде бүкіл істеген жақсылығы мен жамандығының қайтарымын алып үлгермейді, былайша айтқан кезде. Қайтарымын алу мүмкін. Бұл дүниеде алу мүмкін, алмауы да мүмкін. Алмаса ол дүниеге қалады. Иә, ол дүниеге қалады. Мысалы бағана айтып отырмыз ғой, адам жаңағындай неге ол егер бәрін біліп отыратын болса оған разы болады. Ол разы болмау керек. Егер оған мысалы шамасы құдірет жететін болса неге оған қаһарланады деп. Жалпы неде бізде мынандай түсінік бар ғой, айта салайын деген ғой енді рет келгеннен кейін. Бізде екі сенім мектебі бар ғой, матуридилік және ашғарилік. Сол жерде мынандай қызық мәселе бар, енді кішкене бәлкім күрделі де мәселе шығар, бірақ айтып қосылайық, көрушілерім ұқсасын. Ашғарилік түсінік бойынша негізі мынандай нәрсе бар ғой, Қанеке. Ашғарилікте Құдайдың қалауы бәр нәрсеге жүрмейді дейді. Ашғарилердің түсінігі бойынша. Мысалға сен бір күнә іс жасайтын болсаң, немесе Аллаға серік қосатын болсаң, күпірлік келтіретін болсаң, сен Алланың қалауынан тыс жасап жатсың оны дейді. Яғни Алла қалаған жоқ дейді сенің кәпір болуың дейді да. Солай деп түсінеді. Біздің енді матуридилік танымның, біздің жаңағы осы орта азиялық танымның ерекшелігі, олар айтады, сен күпірлік қылсаң да Алланың қалауымен жасап жатсың. Сен ширк қоссаң да Алланың қалауымен жасап жатсың. Сен күнә жасасаң да Алланың қалауымен жасап жатсың дейді да. Сонда сұрақ туады, ол қалай деген. Қалай ол сен Алла саған айтып тұрған жоқ па, құлшылық жаса, иман ет, сен өйтпесең болмайды деп. Қалай сонда сен Алланың қалауымен күпірлік қыласың деген кезде біздің матуридилік танымның жаңағы ұлттық танымда мынандай ажыратады екен да арасын. Алланың қалауы деген нәрсе бар, сосын Алланың разылығы деген нәрсе бар. Яғни Алла қалап тұр, саған еркіндік беріп қойған ол просто. Саған жаңа физикалық еркіндік беріп қойған. Иман етесің ба, етпейсің ба, күпірлік қыласың ба, қылмайсың ба, құлшылық жасайсың ба, жасамайсың ба, сенде оған еркіндік бар. Бірақ Алла оған разы емес дейді, жаңағы Алланың разылығы және қалауы деген екіге бөліп қарастырады. Ашғарилерде ол бір нәрсе. Алла разы болып тұр, сол үшін қалап тұр дейді да. Біз матуридилікте айтады, жаңағы Алла қалап тұр, бірақ оған разы болып тұрған жоқ. Алла қалады сенің еркін болғаныңды. Сен сол Алла саған еркіндік бергеннен кейін де иман немесе күпірлігіңді қыласың. Бірақ сенің иманың Алла разы, күпірлігіңе Алла разы емес деп. Осы екеуін ажыратып көрсе деген да. Енді біршама уақыт өткен екен, негізі
бұл санды жалпы бір түсірілім емес, бір 3-4 кемінде түсірілім қылып жасаған дұрыс болатын екенінде енді байқап отырмын. Бір екі ғана мәселенің басын ашып үлгердік, бірақ соның өзінде енді көрермендерімізге пайдалы әрі қызықты болды деп ойлаймын. Енді бір ауыз сөзбен түйіндесек, сосын түсірілімімізді аяқтайық, көрермендерімізбен қоштасайық. Одан кейін мүмкін болса тағы да осы тақырыпты ары қарай өрбіте жатармыз. Мұхтар аға, жалпы өзіңіз бір ауыз. Жалпы енді біріншіден осында шақырып осы біздің пікірлерімізді елеп ескеріп жатқандарыңызға үлкен алғыс айтамыз. Барлығымыз да жаңағы ақиқат үстінде сол нәрсені ізденушілеріміз. Сондықтан мен ойлаймын, енді біздің осы ізденулеріміз бізді бәрібір жақсы бір нәтижеге алып келеді. Біз қоғамдық консенсус табамыз. Бұл жерде бәрі бір қазақтың баласы, бізде жаңағыдай бөліп жаратын ештеңе жоқ. Сондықтан ойлаймын, егер үлесіміз болса қоса берейік. Қолдан келгенше жаңағыдай қандай үлесіміз болса бір-бірімізді тыңдай білсек, бір-бірімізді құрметтей білсек, онда болашағы жақсы қазақ ұлттық идеологияның негізі, қазақы дүниетанымның негізі, баяғы көміліп жатқан алтындар, көміліп жатқан алтындар аршылады ау деп мен өзім соған негіз сенемін. Алла разы болсын. Тілек мақсатында ол, тілек ретінде. Алла разы болсын, рахмет осындай ой пікірлерімізді еркін айтуға мүмкіндік бергендеріңізге. Ағамызға да Алла разы болсын, жақсы тыңдады. Алда да бұл түсірілімдер әлі тақырыпта жалғасады деп ойлаймыз. Бұл кіріспесі ретінде көрермендерге айтқым келеді. Алда да жалғасып жатса, Мұхтар аға екеуміз тәңіршілдік пен исламның тұтасатын нүктелері мен тұтаспайтын нүктелері және қоғамдағы тәңіршілдік пен исламның арасындағы, қазақ исламның арасындағы идеологиялық күрестің негізгі себептері мен негізгі себептерін түсіндіріп береміз деп ойлаймын мен болашақта. Онда көп рахмет біздің қонақтарымызға бүгін осында келіп алтын уақыттарын қиып өздерінің ойлары мен пікірлері мен өмірлік оқиғалармен бөлісіп жатқанына, ал көрермендерімізге айтарымыз, бізді қараңыздар, лайк қойыңыздар, комментарий жазыңыздар міндетті түрде, және де өзіңіздің сұрақтарыңыз болатын болса, келесі сандарда қандай мәселелердің қозғалғанын қалайсыздар, және де қандай спикерлерді тағы да көргілеріңіз келеді осы жерде, бәлкім 2 емес 3 спикер болғанын қалайсыздар ма, сондай өздеріңіздің ой тілектеріңізді айтсаңыздар, міндетті түрде біз оны елеп ескереміз, және де міндетті түрде біздің каналымызға тіркеліп басқа әлеуметтік желілерде бөлісулеріңізді сұраймыз. Себебі осы арқылы біздің дін талқы подкастын көбірек адамдар көруге мүмкіндік алады. Көп рахмет, көріскенше күн жақсы.